Құрметті достар, бүгін сәт компаниясының негізін қалаушы Рахымжан Мырзашев ағамызға қонаққа келіп тұрмыз. Қазақ қандай кәсіпкер бағдарламасы бойынша сұхбат өткізгелі тұрмыз. Онда Рәке сұхбатымызды бастасақ. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл Мың жаса YouTube арнасы. Эфирде мен Данияр Беркінбаев, кәсіпкер, жазушы. Осы соңғы кездері шығармашылыққа бет қойғалы мына 4 кітапты шығардым. Қазір қазақ кәсібінің тарихы туралы жазып жатырмын. Біздің қазақ қандай кәсіпкер болды екен, өткені қалай, бүгіні қалай, келешегі қалай болады деген солған байланысты қазақ қандай кәсіпкер деген бағдарлама ашып отырмын. Бұл бағдарламаның мақсаты қазақтың өткен тарихын зерттей отырып, келешекте даму үшін өзі кәсіп істеп жүрген білетін адамдардан үйрену. Енді Рәке өзіңізді бір таныстырып, қай жерденсіз, қанша бала шағаңыз бар деген таныстырып өтсеңіз. Рахмет, Данияр. Мен өз 76 жылғымын, жасым 50-де қазір. Құдай қаласа, осы 9 февраль 50-ге толамын. Жалпы ауылдың баласымыз, Бәйдібек ауданының 6 баланың әкесімін, 3 ұл 3 қыз. Әке шешем қазір біргеміз, қолда. Келінім бар, немерем бар. Жалпы осы біздің тарих. Енді семья туралы тағы да біраз сұрақтарым бар, енді оған тағы да келерміз. Ал енді негізгі әңгімеміз осы кәсіп туралы болғаннан кейін, енді кәсіп жолына қалай келдіңіз, неден бастадыңыз, алғашқы капитал қайдан болды, қанша болды деген сияқты сол бір сұрақтарға жауап беріп жіберсеңіз. Біз өзі 93-те оқуға түсіп, 97-те бітірген адамбыз. 97-те бітіріп, бірден біз саудаға кірдік. 97 жылы енді бір әкеміз бір 5 тонналық контейнер берген. Соны 30 мыңға сатып, сол бизнестің бастамасы сол. Одан басқа бір инвестиция татқан жоқпыз. 30 мың енді Аллах берекесін беріп, енді осынша бір дәрежеге жеткізді ғой. Жалпы 97 жылы базардан бастадық. Жалпы Өзбекстаннан келді 3-4 жыл. Одан кейін Алматыдан келдік, одан кейін Қытайға шығып кеттік қой. Қысқа нұсқа осы. Енді кәсіп о кезде бір оңай болмады ғой. Біз енді кәсіп бастаған кезде, 97-те бастаған кезде, базарға ашқан кезде, сол кезде айтты, ең конкуренция күшейіп, сауданың өлген кезде деп айтты ғой, мен барған кезде. Сол 97 жыл? 97 жыл айтты мен бастаған кезде. Бірақ мен көріп тұрмын, енді бір 30 мың теңгеге енді осының бетті олатын зат қой. Келген күннен бастап мен көрдім оны өте уақытысында келгем деп. Содан бері 97-тен бастап бір айдың өзінде біз үлкен бір жетістікке жетіп қалдық. Енді әкеміз қыс ауасы ғой негізі, біз октябрьде бастадық қыс ауасы. Сол кезде әкеміз бір енді көмір алуға мал алып келеді ғой, мал. Сатам деп сөйтті, мал сатамай қалады. Сөйтті енді көмір алуға бір 5 мың теңге ма сол жоба. 5-6 мың теңге көлемінде. Сол кезде бірінші рет берген ақшам сол әкеме 7 мың теңге берген, көмір алаңыз деп ше. Сол кезде әкем бір интерес туды ғой, бір қызық нәрсе. Бұл сен өз сауда істеп жатсың, қанша табасың, қалай болды бұл, күндегі қанша деп есептейді ғой. Енді ол кездегі айлық мен точно білмеймін, бірақ енді біз балдар жұмыс қалғанбыз 6 мыңмен бір 7,5 мың көлемінде тұғын. Ал жалпы 6 мыңмен 7,5 мың көлемінде бір 7 мың теңге деген енді бір адамның күн көрісіне жетеді бір айға. Бірақ біз енді бір күнде әкем айтам бір 1000 теңге тауып жатырмыз. Онда 1000 теңге тапсаң, бір айда 30 мың теңге табатын болсаң, онда сен не деген бизнес бұл деп әкем қуанып кеткен. Ең бірінші әкеме берген ақшам сол болған, көмір алуға. Одан кейін ары қарай енді жүре бердік қарға, жүрді, сұралды, онда сен мен кете берді ғой. Бірақ енді өзімізде бір рахаттанып жұмыс істедік қой кезде. Енді ашпыз, ауылдан келгенбіз. Жалпы анау сол кездегі маған айтқан адамдар кризис басталды, мысалы сауданың қазір өлген уақытысы деп айттық сол кезде. Ол кісілер әлі айтады ғой соны. Қазіргі уақытта да айтып жатыр. Бірақ енді көретін адам оның бәрін көре береді екен, ал істеп кете береді ғой. Базардан шықтық, біз магазинге көштік. Магазиннен кейін үлкен магазиндер соқтық. Алматыға бардық, ары қарай енді Қытайға бардық. Енді Қытайға бір енді кішігірім заводтар қойдық. Енді Қазақстанға қойып жатырмыз. Енді тоқтамай кетіп жатырмыз, бірақ қазір
биылғы жыл айтатын болса, былтыр айтады, көп адам былтыр қатты қиын болды деп айтады. Бірақ негізі былтыр жыл өткен сайын сауда жеңілдеп бара жатыр ғой, көрген адамға. Мысалы істей білген адамға өте жеңіл. Өйткені қазір жастардың уақытысы ғой, онлайн заман бар. Мысалы қазір карточканы QR-мен аударасың, ақша санап отпайсың. Мысалы Қытай болсын, шотпен аударасың. Вообще анау жеңілдік, енді бұдан артық жеңілдік қандай болады деп ойлап қаласың да кейде. Ақшаның өзінің түрін ұмытып жатырмыз ғой қазір. Сондай жеңіл, тек қана анау переводтар істеліп жатыр да бір-біріне. Жалпы сауда мәселесінде жылдан жылға жеңілдеп жатыр, бірақ істей алмаған, заманға лайық емес адамдарға ол ауырлап кетіп жатқан сияқты менің ойымша. Бірақ енді осылай айта аламын да. Ал енді жаңа базарда бірінші қандай немен, стройматериалмен айналыстыңыз ба сонда? Люстраға жеткен жоқсыз ғой, сол неден бастадыңыз? Ол кезде бір анау Ташкенттен барып, қасымызда бір кісі бала бар тұғын. Мен оған контейнер саттым, айттым, бірақ маған сауданы бір көрсетші деп айттым да. Бір апарып көрсетші маған дедім. Сонымен бірге барып, Ташкентте барып енді, ол менің затым сатпайды, оның затына ұқсамайтын зат әкеп сатып бастадық. Бірінші кездегі. Ал сонымен көп істемедік біз. 30 мыңның саудасы, бірақ 2 күн сайын Ташкентке баратын болдым ғой мен. Енді солай болды. Бірақ енді одан кейін күшейіп жатқан кезде Алматыға бардық. Жалпы көбейген сайын көп ақша жетпейтін білдім де мен. Ақшаң көбейген сайын көп ақша жетпейді екен. Бұрында 30 мыңның кезінде бір 3 мың теңге жетпесе, мысалы уже 5 миллионның кезінде бір 500 мың теңге жетпейді екен де. Одан көп болса, одан да көп жетпейді екен де. Адамға көп қарыз адамды, көп адам жетпейді десе, значит оның ақшасы обороты көп та. Аз жетпейтінге ол аз, көпке көп жетпейді екен де. Түсініксіз болып қалған жоқ па әйтеуір, жалпы осылай да негізі. Енді жаңағы стройматериал қай жылға дейін саттыңыз сонда? Содан кейін люстраға қалай өттіңіз? Люстраға дейінгі аралықты айтсаңыз, қандай оқиғалар болды? Біз енді құрылыс заттарды көп, базарды көп тұрмадық. Ары кетсе бір 5 жыл тұрдық деп айтыламыз. Одан кейін магазинге кеттік. Одан кейінгі ортада біз Қытайға барып, шұрыпқа кіріп кеттік, шұрыппен айналыстық. Шұрыппен біраз айналыстық, көп айналыстық. Ол ағам екеуміздің бизнесіміз тұғын. Одан кейін өзім люстраға 2006-да келдім. 2006-да келдім. 2006-тан 2010 жылдай осы жақын жерде істедік біз. Қалай өзі, бір 6 айдай осы жақта өзіміз практика жүрдік, одан кейін Үрімшімен істедік та. 2014-ке дейін Үрімшімен істедік. 2014-тен кейін біз Гуанчжоуға барып, заводтармен жұмыс істедік. Бірақ жалпы негізі бір барған кезде түк түсінбейсің, бірақ бару керек та. Екінші барған кезде бірдеңені сәл түсінесің да, онда да бару керек. Бірақ кейіннен барып 4-5 мәрте барғаннан кейін барып, сен бірдеңені көре аласың, не істеу керек екенін. Бірақ тек қана бару керек та болды. Мысалы, кеткен ақшаңды, енді ең төменгі расходпен жүресің ғой, кеткен ақшаңды жабам деп, көп нәрсені іске қосасың да. Жол күреңін шығару үшін бірдеңе аласың, сондай нәрсені істейсің. Бірақ тоқтамай бару керек. Мен бірақ сәбетім сол. Қытайға, мысалы, кез келген жаққа, Турцияға, мысалы, кез келген жаққа ашам дейма, ол расходты есептемей бару керек те болды, осыған нәрсе да. Барған сайын ол сол көп расход болса, соны көбірек жабам деп, оны уже миға істейді екен да. Осы нәрсе ғана болды да бізде. Қайта-қайта барғаннан кейін адам тәжірибе жинақтайды, жан-жақты көреді дейсіз. Көреді, иә. Сонда жаңағы қазір анау алдындағы шұрыпты, сол бизнесті енді ағаңызға беріп кеттіңіз да, 2006-тан бастап люстраға өттіңіз. Иә. Содан кейін люстрадан кейін жаңағы бір 6 айдай эксперимент жасап жүрдіңіз ғой? Өзіміз құрадық. Өзіміз түнде балдардың бәрі қайтқан кезде, бүкіл заводқа барған кезде бір қате кемшілік болмасын деп бүкіл нәрсенің бүкіл қыр-сырын білдік та. Одан кейін барып біз заводқа барған кезде как бұрыннан бір айналысып жатқан адам сияқты сөйлеп кірдік. Енді басқа түрмен кірдік та. Бір енді алданып қалмас үшін уже сөйтіп кірдік. Бірақ біз ана шұрыппен айналысып жатқан кезде біз енді шұрыпты сондай біз игерген тұғым, алтынның таразысы бар. Сол таразға кез келген размерді қоям, оның качествосы білінеді салмағынан. Оның мысалы бір пашкеде қанша штук екені білінеді. Бір шұрып, бір таразда бүкіл нәрсесін шешетін. Ең соңғы тексеру, дрелге саламда бір темір, өзімізде темір болды, соны бір тесіп көрем, екі тесем, сонымен уже ол шұрыптың сапасын түбегейлі білетін да. Әшін кішкентай бір пакет бүкіл шұрыптың анализі болған ғой бізде. Сөйтіп істеген бізде. Ал люстраға кіргенде де біз сөйтіп кірдік.
сол люстраға кіріп біз енді бастап жатқан кезде люстра болды, банкрот болып жатқан сауда деп айтты ғой маған. Жаңағы 2006 жылдар уже. 2006 жылдар уже болды, бұдан нан жоқ деп айтқан ғой. Бірақ көреміз, бірақ өте үлкен нан бар, бірақ істеу керек та. Бірақ нәрсе бар, жұмыс істеу керек та. Сөйтіп, бірақ 2006 қазір сол жігіттер әлі сол нәрсені айтады ғой, айта берсін. Бірақ біз қазір Қытайдан өзімізге отвержный завод қойды, балдарымыз Қытайда оқыды, олар ояқтан жібереді. Жалпы қарағанда көп адамдар алдыңа кедергі істейді, бірақ көріп тұрған адам ол еш кедергі қарамайды ғой. Осы бірақ нәрсе бар да. Проблема мида десеңші. Солай болып әрине, ол әркімнің айтқанын тыңдасаң, болды ғой, үйде отыруға керек та. Мысалы, көшеге шықсаң машинаға қағып кетуі мүмкін ғой. Көшеге де шықпау керек та ол үшін. Сондай нәрсе бар да. Ал енді жаңағы уже неге бардыңыз, Үрімшіге бардыңыз. Сөйтіп ары қарай енді сіз қазір ішкі Қытай жақта заводтар бар ғой, қазір. Ол қалай енді ол қалай этаптарын айтсаңыз, қалай болды екен? Негізі айтып жатсыз ғой жаңа Қытайға, Гуанчжоуға қалай бардыңыз деп. Енді Гуанчжоуға қалай барғанымды айтсам, көп адамға күлкілі. $8,000 барғам. Гуанчжоуға $8,000 барғам. Жаңа қай жыл дедіңіз? Гужин қаласына. Жыл қай жылы? Ол 2014-те бардым, жоқ 2006-та бардым ба? Жоқ 2014-те бардым. 2014-те бардым. 2006-та біз неге бардық? 2014-те барған кезде $8,000 барып, билет қате болып, $3,000 жолына кетіп, $5,000 зат алғам ғой. Бірақ $5,000 зат алған затым, біз екі есе қымбат алып жүргенімізді көрдік, соның өзі маған жеткілікті болды. Бірақ келген кезде ол жолымызды бәрін ақтап тастады бәрін. Бірақ біз сондай бізден Үрімшіде сондай қымбат алып жатқанымызды білгеннің өзі бізге үлкен бір есіктің алаңның бар екенін көрсетті ғой. Уже заводта қалай екен, қандай екен дегенше. Одан кейін бір 5 айдан кейін уже ақшамен бардық қой. Солай істедік. Бірақ $8,000 Қытайға, Гуанчжоуға бардық десек, билетіміздің өзі бір 8 емес, бір $18,000 шығады, білмеймін ғой қазір. Барып қайтқан, айналып қайтқан билетіміздің өзі сондай болуы мүмкін. Бірақ сол кезде сондай болғанда. Ол жерде ол жаққа бару идеясы неден туындады ол? Мына жақта қымбат алып жатқандарын сездіңіздер ме, или бір ой салды ма, енді өз бір себеп болады ғой. Айтпаса ол заманда Қытай ар жаққа бар, товар әкелуде оңай емес қой, логистика бар, арада жаңағы посредниктер бар, жаңа айтқаныңыз басқа зат салып жіберетін жағдайлар көп болады. Енді өзіміз білеміз ғой, кәсіпте жүріп, ана зат демесең, мына зат салып жібереді. Сол не себеп болды екен, соның бір историясын айта кетсеңіз. Ол себебі көп қой негізі. Бірақ бұл жақта істейтін де адам жоқ. Жолға барсаң, барған күні, жұмыс біткен күні қайтып кету керек та. Ең бір енді бір азан жолмен барасың ғой, өйткені $8,000 барасың, $10,000 барасың. Уже расход деген нөл-нөл ғой, солай жүруің керек та. Бірақ ояққа барған кездегі қызық нәрсе не бар десеңіз, ояққа барғандағы бірінші мақсат өзінің завод деген қандай, о жақтағы бағаның көрейінші деген бір мақсат бар да. Мысалы біз қаншалықты алданып жатырмыз деп сондай ой болды да. Бізде мысалы өз бағасы деп беріп жатқан заттардың бағасы қандай екен, өз бағасы қандай екен деп, бірақ бір барғаннан бүкілін біз көре алдым да өзім. Одан кейін бірақ келу керек, мен қазір уақыт менде оған дайын емеспін деп кеттім, бірақ 5 айдан кейін бардым кейіннен. Бірақ ол кезде барғаннан одан кейін қайтып Үрімшіден зат алмай қойдым ғой мен. Әрине, одан кейін сондай. Сол нәрсе да. Бірақ негізі қазір кез келген бизнес, өзі кез келген бизнесмен, өзі көз ашық бизнесмендер өзінің бағасымен тіке халыққа жеткізу бәрінің мақсаты сол. Бірақ мақсаты ортадағын бәрін алып тастау. Өйткені ортада қазір ондай нәрсені бәрін алып тастамаса, ол ұзаққа баратын бизнес емес болады бәрі. Өйткені ол сен шықпасаң, өзі Қытайлардың өзі келуі мүмкін, түріктердің өзі келуі мүмкін, орыстардың өзі келуі мүмкін, заводтың өзімен тікелей ол шықпаса, уже ұзаққа бармайтын білдік қой. Сондай болған. Дұрыс айтасыз, өйткені қазір заманда ортада делдалдың бар кетіп жатыр. Қай салада болмасын. Баяғыда бір квартира тауып беретін еді біреулер. Мысалы қазір оның бәрі жоғалды. Бір жаңа айтқаныңыздай Қытаймен екі ортада бір перевод жасап басқа қылып жүретіндер, оның бәрі салада сөйтіп жатыр. Кім түбіне ең арзан жерге шықса, сол ғана ұтып жатырған заман болды ғой. Ол енді заман өмірдің заңы, кәсіптің заңы. Біз негізі Қытайлармен 2019-да біз өзіміздің отвержный заводты қойғанбыз ояға. Бірақ 2020-да коронавирус басталып кетті. Қай қалада бұл? Гужин, Гуанчжоудың қасында Гужин деген қалада. Біздің қазір кішкентай баламыз Гуанчжоуда оқиды, арасы 1 сағаттық жер.
Сол жерде біз заводты қойғанда завод дегенде бір андай темір ерітетін, краскілейтін завод емес, біз заказ беріп, құрап, коробканы заказ беріп, сәттеп Қазақстанға отправить етеміз өзімізге. Сборочный жинақтайтын ғой. Өйткені бұл жерде қаншама элементтер бар екен, кеше барып көрдім мен, түсіндім да. Иә, бір люстрада бір 15 дей ма, 20 мен 15-тің арасында бар да. Әрқайсының бір люстраның несін құрап шығу үшін әрқайсынан өзінің мөлшерінде аламыз да, соны 500-ге көбейтіп, сол тураға атамыз да, бір заттың өзін, солай да. Бірақ завод дегенде бізде халық әртүрлі түсінеді, ол ондай завод емес та. Негізі бізде Қазақстанда қойылып жатқан заводтар негізі бір адамға ауырлық қылады ол. Мысалы, біреу темірін шығарса, біреу проводын шығарса, біреу анауын шығарса, сол завод деп соны айтса жақсы. Бізде Қазақстанда бір адам бүкілін өзім қоям десе, ол дұрыс емес та негізі. Өйткені ол шаршап қалады. Мүмкін де емес қой енді. Жаңағы 15 элементті, мысалға, детальды 15 адамнан алайда заводтан алып тұрсыздар ғой, соны қалыпша айтса. Әрқайсысын 15 адамнан аласың, ол бір зат шығарған екен, ол сапалы қылып шығарады, сенің сапаңа көнеді, сөйтіп шығарады олар. Ал мысалы, сөйтіп біз құраймыз да жібереміз. Жалпы ол жерде бізде жеңілдік көп, мысалы, үлкен балам сәт ол да Қытай тілін біледі, ағылшын тілін біледі. Одан кейінгі кішкентай екінші балам бар, ол да ағылшын тілін біледі, ол да Англияда оқыған. Ол да Қытайда бір жыл оқып келді. Одан үшінші балам, ол түбегейлі Қытайда 3 жыл болды ояқта жүргеніне. Мұхаммед деген балам. Біз кез келген үлкен заказдардың бәрін сол Мұхаммед балам жібереді бері қарай. Жаңа жерде люстра енді саласы көп адам білмейді деп ойлаймын, түсіне бермейді деп та. Енді өзім де осы магазинге келген екен байқай бастадым да. Сонда жаңағы сіз қазір әр заводты 15-20 заводпен жұмыс істейсіз ғой. Оларға мысалы минимальный партиялар өз болу керек қой ол жерде. Мысалы мен өзімде бір заводпен жұмыс істеймін, мысалы бір жылға товар дайындайды ол кісілер. Бір жылға. Осындай объемнан кем болса, ол шығармайды. Сондықтан жаңағы минимальный партия сонда қанша болады? Бір не дизайнды өзіңіз жасатасыз мысалы. Содан кейін оны шишалары, проводтары, соны әрқайсысын әр жерден сонда минимальный партия деген болады шығар ол жерде. Ол жерде 2015-те барған кезде каталог тастаған біздің алдымызға. Бір айда сен бізге қанша айналым істей аласың деп ше. Ең минимальный айналымы $100,000 тұғын. Біз ананы көрдік те 2015-те ол нәрсені біз істей алмаймыз ғой. Одан кейін біз қорыққанбыз. Бірақ кейінгі қазір сол заводтар $10,000 да шығарады. Өйткені ояқта да кризис басталды ғой. Ал 2015-тегі Қытай мен қазіргі Қытай басқа. Ал қазір аз болса да шығарады, бірақ сөйтіп істей береді. Өйткені қазір адамдарды қорқытудың қажеті жоқ. $100,000 болмасаң, сен Қытайда зат бермейді деген нәрсе ол қазіргі уақытта жалған. Бірақ бұрында ол нәрсе болған. Көп кәсіпкерлердің айтатын сол, енді үлкен сума болмаса, сен Қытайға барудың қажеті жоқ деп ше. Ол $100,000 деген сол бір люстраның бүкіл элемент детальдары ма, или әр бір бөлігі бір ғана деталі ма? Бір завод шығаратын, бір завод, мысалы, сен заказ беретін болсаң, 5-6 люстрама, 10 шақты люстрама болса, соған бір айда сен $100,000 беретін болсаң, сонда ғана сенмен жұмыс істейтін тұғын, партнер болатын тұғын олар. Бұрында, 2015-те. Қазір онда емес, мысалы, заказ... Мен жаңа сұрайын дегенім, ол жерде бір 15 заводтан алып тұрсыз ғой. Әрқайсысынан $100,000 ма сонда? Сонда бір 15 не болса $100,000-дан $1,5 миллион болып тұр ғой, сол ғой енді бұл жерде. Ол кезде 2015-те сондай еді. 2015-те біз оның айтқан нәрсесін көзде біздің миымызға кірмей атқан еді ғой. Өйткені ол Қытайлар қатты дамып кеткен ғой. Қазір ондай емес. Қазіргі уақытта онымен шатасып қалса болмайды. Біз қазір сол кездегіні айта берсек те, өйткені сол бастаған кез ғой маңызды да. Қазір енді сіз барып жаңа айтып отырсыз, мысалы $10,000 десеңіз де шарт бере бер, өйткені сіздің потенциалыңыз, мощностыңыз, масштабыңыз біледі ғой. Сонда сіз қазір бір иллюстра шығару үшін сонда $1,5 миллион соған заказ бердіңіз. Сөйтіп шығатын. Бірақ негізі жалпы бізде қазір енді өздеріңіз білесіздер ғой. 2006-тан бастап біз аудармашы деген бар. Аудармашылар бар. Біз негізі көп ақшамызды сол аудармашыларға бергенбіз. Сөзін ашығыда. Тіл білмеген. Таза бағасын біз білмегенбіз. Мысалы 2006-да біз барған кезде аудармашы біздің көретін пайдадан көп солар көрген. Ол кезде көрген де. Енді олардың да жұмысы ғой кәсібі. Одан кейін оларға алдана бергеннен кейін мен өзімнің үлкен баламды, Сәт деген баламды 16 жасында сол Қытайға жібергем, сол оқуға. Өйткені өзім содан қиыншылық көріп жатырмын ғой. Бірақ енді өзім оқуға білімде мүмкіндік жоқ. Сөзіңіз аузыңызда қазір балдарыңыз туралы тағы да ол енді келесі сұрақта қойғым келіп отыр.
қазір жаңағы кәсібіңіз жалпы қай деңгейде тұр, жаңағы историясын енді айтып жатырмыз, одан кейін қай жерде тұр деген. Сол енді қазір Қытайда енді жаңағы сборочный заводтарыңыз бар. Ол жерден қазір Қазақстанға полный келіп осы жерде таратасыздар. Бізде негізі Қытайдағы өзіміз қойған отвешный заводымыз біздің 20% қана затымызды қамтамасыз етеді. Үлкен. Мысалы қазір жалпы басқа заводтармен нағып істейсің деген болса, біз ол нәрсені үлгермейміз де, біз мысалы оны істеп үлгермейміз. Өйткені ол амал жоқ, бір 10 завод, 15 заводпен біз келісім істейміз. Бірақ бізде келісім қалай? Бізде бірінші анау запчасть дейді ғой. Запчастьның біз бүкіл бағасын біз білеміз. Бізге керек заттың себестоимосты қанша болатынын білеміз де, тек қана жұмыс ақысын ғана біз қытайларға береміз. Сөйтіп істетеміз де. Ал Қазақстанға қолжетімді қылып жеткізе аламыз да ол нәрседен. Өйткені ол нәрсені істеу үшін қазір айтқанменен кез келген адам істей алмайды. Ол үшін өзің көп барған болуың керек, өзің көп істеген болуың керек. Одан кейін өзіңнің балдарың немесе қазақ бір інілерің, қазақ бауырларың өте тіл білу керек та. Олар сондай нәрсе болу керек та. Ол нәрсені істеу үшін уже бір дайындық, бір 5-6 жылдық, 3-4 жылдық дайындық керек та. Оған жету үшін ше. Біз сөйтіп барып, мысалы бізде заводтағы бағаменен, заводтағы емес, запчастьменен Қазақстандағы баға ортасындағы бәрін алып тастағанбыз біз. Мысалы Қазақстанға келіп жатқан люстрлар қалай келеді десеңіз, мысалы ортадағы мысалы заводтан алады олар. Мысалы запчасті мен заводтың арасының өзінде 25% ойнап кетеді. Одан кейін Қазақстанға келу үшін Қазақстандағы қытайлар бар, енді басқаларды әкеп жатқан шығар. Ортада қытайларды айта берейік, бірақ ортада инвестор бар да оларға. Одан кейін адам бір түседі, одан кейін инвесторға барады, инвестор қойылғаннан кейін бізге Қазақстан Алматыда сатып жатқан барахолка дегеннің себестоимость шығады. Ал ол себестоимость деген уже қымбаттап кеткен себестоимость. Өйткені өз бағасын енді оның үстіне қойылса уже халыққа ауыр болады да. Біз ортадағының бәрін алып тастап, запчастьмен тіке біздің Қазақстанға кіретін қылып істедік та. Енді қазір Қазақстанда қанша завод, магазиндеріңіз бар? Негізі Шымкенттің өзінде 3 бар бізде. 3 барғанда біреуі осы магазин, екіншісі таратады. Осы региондарға таратады. Мысалы, одан кейін үшіншісі құрылыс заттармен, ол да магазин онлайнмен айналысады, ол тек қана. 3 барды. Түркістанда бар, 2 бар. Өйткені ол біреуі сәт, екіншісі өзіміздің ініміз. Одан кейін Қызылордада бар. Алматыда магазиніміз бар, үлкен магазин, 3 этаж. Одан кейін Алматыда оптовый, оптом көтерме магазин складымыз бар. Енді Астанадан уже ашылып жатыр, майға дейін ашылады. Бірақ ол жақтан Каспий арқылы сатылып жатыр. Бірақ Каспий арқылы. Бірақ жалпы негізі Ақтөбеден де ашылады, осы жақында ашылады. Бірақ ояқа бір адамдармен келісіп жатырмыз, солар арқылы ашамыз. Бірақ енді кез келген затты біз ешкімден, мысалы, менің ашқан адамдарым, мысалы, кез келген адамдарым айтам, егер бізден аздан зат болса, бізге айтыңдар. Өйткені біріншіден біз жол дұрыс есептелмей қалу мүмкін. Болмаса біз анаяқтан дұрыс запчасть алмай қоюымыз мүмкін. Или сондай нәрсені біз өзіміздің магазиндердің өзімен біз келісім істейміз да, егер біз қате болып қалмас үшін бүкіл жақтың бағасын білу оларға міндетті. Бәсекелестің бәрі бағасын білу керек. Сонда жаңағы қазір барлық дүкендердің барлығы өздеріңіздің филиалдарыңыз. 100% бұл өзіміздің заттар, 100% өзіміздің балдар. Мысалы, қазір анау Қызылорданы біз бөлдік, Түркістанды біз бөлдік. Мысалы, бөліп шығарып жатырмыз, бірақ оның ішінде де 100% зат өзіміздің сәттің заттары. Мысалы, ол жан-жақтан алмайды. Бірақ оларға жететін зат бізде толығымен бар да. Мысалы, айтайық қазір Қызылордада бір 1500 квадрат магазин. Ал бізде 4000 квадратқа жететін зат бар. Соның ішінде өзіне сондайға жетеді десеңші. Олардың ішінде осы Қызылордаға ыңғайлы заттарды олар өздері апарып қоя алады. Егер мысалы олардың ыңғайсыз болса, қайтарып басқасын ала алады да. Сондай бір жеңілдіктер бар да. Мысалы, өйткені ол айланып келгенде ол өзіміздің дүние, ол өзіміздің заттар ғой. Ал оны қазір мысалы бердім саған болмайды деген нәрсені біз істемейміз да. Сізде енді Алматы, Астана, Түркістан, Шымкентте барлық филиалдар. Ал енді басқа қалалардан франчайзинг сұрайтын болса бересіз ба? Иә, әрине береміз. Франшиза деп біз сұрадық, ол жағын франшиза қалай болады деген сұрақ туады ғой жан-жақтан. Франшиза қалай болады десек, біз енді дұрыс емес адамдарға жолығып қалдық па? Франшизаны өте бір дұрыс емес қылып бізге
оны неміз жетпеді да андай бізге алған адамдың қиналғаны бізге керек емес болды да. Мысалы франшизаны былай сатады, одан кейін оған былай қояды, одан кейін мынандай нәрсе деген кезде мен уже өзім тоқтаттым. Өйткені алған адам ол мысалы біз 100 миллион салатын болса, ол ары кетсе 1,5 жылда шығу керек те оған. Иә. Ал егер ондай болмаса, уже ол адамға енді бірден қиыншылық туып қалатын сияқты, өйткені арадағы ыңғайсыздықтар болуы мүмкін да. Иә, енді ол үміттеніп, ол ақша салғаннан кейін ол өзі бір былай айтқанда енді барынша гарантия болған дұрыс қой. Бір магазин ашу үшін жобамен қанша ақша керек сонда? Иә, негізі біз заттың өзіне бір примерно енді жобалап айтқанда бір 50 миллион, мысалы 40 миллион мен 100 миллионның арасында енді квадратына қарай керек та. Бірақ енді Ақтөбе жақтар болсын, қайсы Қызылорда жақтар мысалы 100 миллионның көлемінде, өйткені ол үлкен месті. Одан кейін олар енді оптымға да көтермеге де сатып алды, уже басталды. Түркістанда ода да бір 1000 квадраттай, бірақ олардың өзіне де бір келеді бір 60 миллионның заты сондай айналдырады да балдар. Ал Астанадан келеді бір 100 миллионнан жоғары біз ашайын деп жатырмыз. Өйткені о жақ Астана енді столица ғой, өзіміздің Астанамыз ғой. Ол жақта уже үлкендеу қылып ашамыз да. Историяңызды айттық, бір түйіндеп алайық деп жатқан. Қытай жаққа қарай қалай шыққаныңыз, ол жақ бір айтылды. Қазақстанда қанша жұмыс болып жатқаны айтылды. Жалпы мен өзім енді ойлаймын, енді мынау тыңдап жатқан көрермен қауымға бұл тақырып өте қызық болады деп ойлаймын. Өйткені біз люстра деген мен өзім бұрын мән бермеппін. Енді мына офисімізге кейде ол енді айына жылына бір 2-3 жылда 4-5 жылда бір ғана аламыз ғой. Баяғыда осы бір біраз жыл бұрын алған люстраларымыз барлығы қазір әлі тұрды мысалы. Соның енді өзіңізбен танысып сөйлескеннен бері ғана бұл люстра тақырыбын түсіне бастадым да. Сондықтан мына тыңдап жатқан көрерменге де люстра тақырыбы енді осы әңгімеміз қызық болатын шығар деп ойлаймын. Қызық болып жатқан шығар деп. Ал енді жалпы магазинде қанша найменовне бар? Қазір енді 4000-дай бар да. Бірақ негізі бізде көтермеге бір 1200 дейма бар көтермеге де. Өйткені 4000-дай болғанда мысалы оның көпшілігі бір 30% ол үлкен дүниелерді. Мысалы жалпы енді біз таратылатын оптымға беретін болсақ, көтермеге беретін болсақ, ол 1200-дей түрін бере аламыз да. Енді біз мына бір сұрағымды қоя кетейін. Бұл именно люстраны таңдауға не себеп болды? Қазір айтады көп адам өзіңнің қалаған жұмысыңды деп ше. Мен осы уақытқа дейін бір өзімнің қалаған жұмыс деген емес. Ол нәрсе мен түсінбедім өзім. Маған қай салада пайда көбірек болды, мен сол саланы қалап кете берген адаммын ғой. Пайдасы көп затты мен қалап кеткем, жақсы көріп кеткем да. Бірақ енді қазір мен мысалы мына нәрсені бір жақсы көріп, сол нәрсемен бір деп ондай болмады менде ше. Мысалы есептеймін, қайсысында пайда көп істеймін де соны жақсы көріп кете беремін. Ал люстраны таңдаған кезде мен шуруптан шыққаннан кейін бір 2-3 күндік бір енді демалыс болды өзімде. Кейіннен ойланып жатқан кезде бір жолдас інім келді, сол айтты, аға бүйтсек болады деді. Одан кейін соны зерттедік бір ай. Сөйтіп бастап кеттік болды. Люстраны айтты ғой. Люстраны айтты, бірақ бір ай зерттедік. Бір ай зерттегенде мен зерттеген бойынша мен ойлағаннан да артық нәрсе көп екен да бұда. Бірақ мен ең төмен жағын ойлағанның өзі біздің шуруптан да жақсы болып көрінді да маған. Мен осынша нәрсе мен істемей болады екен ғой деп көрдік та. Сөйтіп істедік. Бірақ негізі люстрамен істеп жатқанда мен бірінші Алматыдан, Өзбекстаннан тасымадым. Шымкенттен әкеп жатқандарын алып көрдім. Енді олар мақсатым қалай болды? Мен просто люстра дегеннің өзі не екенін көруге болады. Олармен сөйлестік, келістік. Бірақ енді осы Шымкентте болғаннан кейін оның аты жазылып тұрады. Одан кейін оларға бізден сатсақ олар айнытады. Менен алады, сен менен алсаң азан қылып беремін деп. Кейіннен істей берсін. Бізге ол нәрсе мақсатым ол болған жоқ, просто зерттеу болған ғой. Кейіннен Алматыдан көп істемей Қытайға шығып кеткен болды. Таңдаудағы мақсат бір қызық нәрсе жоқ та. Бір енді осыны жақсы көріп, бір жарық сыйлайшы деп деген ондай айтамаймын да, бірақ сөзін ашығы. Жалпы осыны біз кез келген нәрсені істесем де мен до конца өте жақсы қылып істейтін едім да. Мысалы алам и түбегейлі кіремді соған, басқа бәрін ұмытамын ғой. Сөйтіп істегем. Бірақ енді
мысалы енді люстрадан басқа нәрсе болса сөйтіп істеп кете беремін. Бір қатты қызық емес еді да маған. Сол жерде тура люстра кездесіп қалды десеңші, сондай бір идея предложение болып қалды десеңші, сонда жаңа бір жігіт сізге люстраны айтты и ары қарай сол жігітпен партнер болдыңыз ба? Партнер сол жігіт айтты, бірақ біз енді ақша салдық. Енді көп ақша менің шұртта кетті ғой. Одан кейін бар ақшаны салып істедік та, бірақ енді береке деген нәрсе бар ғой. Уже ол бірден берекелі болды да. Негізі біз анау жаңадан базарға барғандағы 30 мыңдық бір 30 мыңға 4-ақ коробка келетін оған. Бір айдан кейін 5 тонналық контейнер толған ғой. Одан да берекелі болды да, өздері ұстамыз. Ал енді құпия болмаса люстраға қанша ақшамен кірдіңіз? Ол кезде енді уже почти енді айтсақ осы жерден қарыз алып сөйтіп кіргенбіз ғой. Ақша көп емес тұғын. Ақша енді бір енді айтсақ бір $5,000 десең көп болып кетеді ау. $5,000 десе көп болады дейсіз ба? Оның өзін қарыз алып отырсыз? Оның өзі жоқ. Оның өзі жан-жақтан қарыз алып, $5,000 өзімде бар, тағы да қарыз алсаң бір $10,000 болды ғой. Сөйтіп істегенбіз ғой. Бұл жаңағы 2006 жылы. Өйткені мен екінші бизнеске ауыстым ғой. Сол кезде сондай болды да. Ол кезде менде ондай енді көп ақшам басқа жақта қалып кетті ғой. Люстра саласында Қазақстанда қанша компания бар өзі жұмыс істеп жатқан, бәсекелестеріңіз дейік? Негізі біз көп қой негізі, бірақ біздің өзімізден алатын қаншадан бар да, бәрі люстра сатып отыр. Ал енді тікелей анау заводтан әкелетін адамдар десе, бір енді бір 30 ба сондай болуы мүмкін. Бірақ тікелей енді әр сала бар да. Мысалы егер бір 10-ы бір өте азынымен айналысады, бір 10-ы мынандаймен айналысады. Бұлар сондай бөлінеді ғой. Бірақ негізі жалпы бір енді сортталғанда бір 10-ы мықты деп қалады, 10-ы мықты деп есептесе болады. Өйткені көп кіргізіп жатқандарды. Бірақ бәрін біз білеміз, өйткені біз өзіміздің сала болғаннан кейін оның бәрін анализін істейміз да. Қанша кірді, қанша кіргізді деген, ол жақта кімнен алды деген бәрін зерттейміз ғой, өйткені қаншадан түсті оған. Кеп түскен бағасы жолымен қосқанда қанша болды, бізге қаншадан түседі деген нәрсенің бәрін зерттейміз ғой. Мен өзім білетін Тексаннан бұрын алғам люстраларды. Ал енді келесі сұраққа өтсек, бағанағы қанша наймене бар деп сұрадым ғой. 1,5 мың оптовый бар дедіңіз, 4,000-дай наймене бар дедіңіз. 4,000 деген енді масқара енді көп қой енді олай. Одан кейін жалпы люстралардың өзінің бағасы ең қымбаттары қанша тұрады өзі? Қаншадан бастап, қай жайға дейін дегендей? Бізде қатты қымбаттары жоқ, ол тек қана заказбен алып келінеді. Заказбен алып келінеді. Өйткені бізді қатты қымбат дейтін бір енді анау шетелдің фирмалары бар, оларды өте қымбат. Енді миллион болғанда бір машинаның құнын айтады, 50 миллион соған шығып кететіндер бар. Бірақ енді ол жалпы оның бір себестоимость деген бар ғой, өзінің бағасы. Бірақ ондай емес. Өйткені ол рекламаны жақсы істейді ғой. Мысалы ондай нәрселер бар да. Бірақ біздегі люстраның жоғарғы деңгейі бір 1,5 миллионмен тоқтайды. 1,5 миллионмен. Бізде 1,5 миллион теңге үлкендеу люстра тоқтайды бізден. Бір люстраның қымбат құны сонымен тоқтайды. Бірақ одан қымбаттары бар, мешітке, үлкен тойханаларға бір 18 миллион сондай алғызатындар бар. Олар енді бір үлкен болғаннан кейін оны біз әкеп қоя алмаймыз. Мысалы біздің потологымыз 3 метр болса, бұл 13 метр болады ондай. Сондайлар. Ол арнайы заказдар біздің магазинде тұрмайды ғой. Бірақ оны біз әкеп қоя алмаймыз да. Тек қана спецзаказбен, иә? Ал енді ең қымбат сатқан люстраңыз айта аласыз ба? Ол енді қымбат сатқан люстрамыз бір банкке саттық, есімде болса бір 12 миллион. 12 миллион. Бірақ 18 мешітке батқандар біреу емес, бірнешесін алады ғой. Поток болғанда бірақ бір үштігі бір 12 миллионға ма сатылды, біраз уақыт өтті оған. Жақсы, енді біраз люстра туралы біраз өзіңіз тарихыңыз, жалпы люстра туралы біраз көрерменге информация бердік деп ойлаймын. Енді мынау компанияда қанша адам жұмыс істейді қазір? Қазір осы біздің Шымкенттегі филиалда сәтте 60 баладай жұмыс істейді. Бірақ 60 бала дегенде ол 60-ын бір 25-30-дайы сырт жақта жүреді, установкаде, доставкаде сөйтіп жүреді. Бұл жерде мысалы бұл жерде жоқ қой. Бұл жерде сатушы бар, склад бар, енді басқа жақта складта отырады, сондай ғой. Сондай бар да. Бірақ жалпы бір 60 баладай осы жерде магазин жұмыс істейді. Бірақ бізде қалай? Бізде сатып алады, біз апарып береміз.
құрып береміз услугасын бәрі бар да. Лампочкасын егер кейіннен ұзап кетсе де лампаларын айырбастап бере алатын ондай услуга бар. Одан кейін жуып беретін де бар да. Жалпы бәрі бар да. Мысалы люстраға қатысты бүкіл мәселені біз өзіміз қамтығанбыз да. Бірақ енді кейде бір үлгермей жатқан болса да сырттағы адамдармен де келісіп істей береміз. Бірақ жалпы бізден алғаннан кейін біз толыққанды қамтамасыз етеміз ғой. Сервис дегенде бар десеңізші, өйткені дұрыс жуу да керек оны. Жоқ, ремонттар да бар. Ремонттар, иә. Ремонттар да бар. Жалпы енді люстра деген нәрсе жалпы былай ғой. Ода абайламаса түссе сынатын дүние. Бізде 365 күн бір жөндеуде отқан бір екі бала бар. 365 күн ол жөндеуде. Егер бұл люстра ашатын адам болса, ол жөндеуі міндетті ол. Ол жөндеу міндетті. Одан кейін бұда мода деген нәрсе люстрада тез жүреді, барлық затта жүреді ғой. Ал бізде анау қалып кеткен астатық затпен күресетін 365 күн күресетін бір екі бала бар. Ол астаты қалып кетпеу керек та. Астаткаларды сатуға тырысады ғой олар, иә? Сатуға мысалы соны шығарады да, соны сатады. Өтпей қалса акция алады, сондай нәрсе бар да. Бірақ бір екі бала бар, 365 күн олар заказбен айналысады. Мысалы қазір егер заказымыз дұрыс келсе, астатығымыз қалмаса, бірақ зат жоқ болса, бізге болды да осы да. Главный ең маңызды нәрселерін шешіп қоймасақ, ол уже бүкіл пайда неде қалып кетеді ғой. Бракпен астатықта қалып кетеді да. Ол жағын шешіп қойғанбыз да. Ешқандай астатық қалмайды десеңіз. Астатық қалдырмайды. Егер болмаса, мысалы, акция дейді, өз бағасынан төмен жарты бағасын сатсақ та құртуымыз керек та оны. Тұрып қалған нәрсе. Дұрыс қой, любой бизнесте. Складта орын ұстайды, ананы қылады. Арзан сатсақ та пайда ол. Өз бағасынан төмен сатсақ та пайда да. Өйткені ақша оборотқа кетеді, складта орын босайды деген сияқты әңгіме ғой. Енді осы жерде Шымкентте 60 шақты адам жұмыс істейді. Басқа не команда 150 бала, 150 баладай, командада 150 баладай. Шымкент, Алматы, мысалы, Түркістанда бір 10 шақты бала істесе, Қызылордада бір 15 бала да істейді. Алматыда бір 15 бала, складта бір 10 шақты бала істейді. Вообще айналып келгенде бір бәрін жан-жақта доставкаларын қосып 150 баладай шығады. 150 баладай. Оларға қандай бір системамен жұмыс істеп жатсыздар? Айлығы, басқару, астатық санау деген сияқты. Енді мына жерде көріп отқан кісілердің, көрермендердің көпшілігі кәсіпкер кісілер болса, болады ғой енді. Сол кезде бір идеяларыңыз өзіңіз жасап жатқан. Олар негізі егер айлықпен ұстайтын болсаңыз, ол айлық деген нәрсе таң атады, күн батады, олар айлығын алады ғой. Ал мысалы кез келген мысалы установка болса, ол келісіммен де бар. Мысалы егер осыншаға біз келісеміз, осынша пайдасы сенікі, мынау біздікі. Бірақ енді оларға көбірек береміз да. Өйткені біздің жұмыс оларды 365 күн клиент тауып беру ғой. Ол бізде дайын тұр да. Бізде 3 машинамен ол тоқтамайды. Кейде бір апталық уақыттар кетеді, клиентпен айтамыз, егер қатты асығып жатса, түнде барып істеп кететін де услуга бар да. Сәл қымбаттау қыламыз, түнде барып істеп кетеді. Бірақ жалпы андай айлықпен ұстау деген нәрсе уже білім қалды ғой қазіргі уақытта. Барлық жерде, барлық неде, ол жерде мысалға басшы бар, басқаратын, менеджерлер бар, клиентпен жұмыс істейтін, установщик бар, барлығы интересте. Интересте. Негізі интересте деп, мысалы, барлық интересте дегенде бәрінің басшылары интересте ғой. Басшылар өйткені қалған жұмысшыларын біз білмейміз ғой. Мысалы, бүгін келеді, ертең келмейтін жұмысшылар бар да. Егер жұмысшыларға бәрібір болса, бізге де бәрібір да. Бірақ басшылар ондай бәрібір емес қой. Ал мысалы, астындағы бәрін интереске қоя алмайсың, түсінбейді олар. Ол түсіну үшін құрғанда бір 6 ай, 1 жыл жұмыс істеу керек та. Одан кейін бар ол түсінеді да. Мысалы, кез келген сен интересті айтып жатсың ба, түсініп тұрған жоқ ол. Иә дейді, бірақ түсінбейді да. Ол үшін айлыққа қоясың, сәл түсініп жатқанда жоғары интереске қоясың, одан кейін қойса басшылыққа қоясың, көтересің ғой біртіндеп. Бірақ ол үшін түсіндіру үшін аяқ жақтағы бәрі интересте деп айтсақ, ол өтірік болады да. Өйткені ол түсіну үшін біраз основной өзі решающий адамдарды, солар бәрі интересте. Галабалардың бәрі. Олар интересті, өздері не істеп жатқанын біледі да, қай жаққа баратқанын біледі. Мысалы, егер осылай болса, біз мынандай аламыз, жылдың аяғында былай болады. Уже анау трендтен қалып кетпеу үшін үнемі жаңа заттар болады. Ол уже интересті болғаннан кейін оның бәріне бастар қатысты дейді ғой. Солай істеледі да. Дұрыс қой, енді өзім дегенде өгіз қара күшім бар деген қазақтың сөзі бекер айтылмаған. Бұл системаларды дәл қазір система, қандай система енді кеше мен өз телефоныңыздан көрдім бір программалар нелер. Аты қандай?
негізі Bittrex дейді, басқа дейді. Bittrex қойылған, MoiScladмен істейміз, 1С істейміз, жалпы бәрі бар ғой. Бірақ система деген нәрсені, система деп көп адамдар айтады, система дейді да. Дұрыс система, мысалы Bittrex де система бар да. Кез келген нәрсе система болады, бірақ оны адам түсіну керек та. Қандай система қойса да адам түсінбесе оны бытшын іске аспайды ол, жүрмейді да. Бірақ айтады, системаны қойса өзі жүреді дейді ғой. Өзі жүретін адам болу керек, жүргізетін адам болу керек та, түсінетін адам болу керек та. Басқасын сен қандай бір әлемдік деңгейдегі нөмір бірінші бір системаны қойсаң да, егер оны адам түсінбесе бәрін ол іске аспайды. Ал мысалы егер онсыз да бір системный балдар бар жүріп жатқан. Ол парақұшқамен система жүре береді. Мәселе осы да. Системаның пайдалы несі бір экранда көре аласың ғой, не болып жатқанын. Ал сол нәрсе да. Бірақ негізі былай жалпы айтқан кезде системаны істейтін адамдар адам мықты болу керек деп берді. Адам мықты болу керек. Түсінетін, соны жүзеге іске асыра алатын адам болу керек. Кез келген мысалы Bittrex-ті қоятын болса, оны түсінбесе, ол болмайды да. Егер Bittrex-тен де мықтысын түсінетін адам болса, ол мықтысын жүргізе алады. Осылай келеді да. Балдарға түсіндіре алады. Ал енді қызметкерлерді ынталандыру үшін қандай іс-шаралар жасайсыз? Ол негізі өзі HR деген кісі бар ғой, өзі балдар бар істеп жатқан. Олар енді басшыларға негізі мотивация беру дейді. Басшыларға мотивация беру деген нәрсені мен түсінбеймін. Басшылардың өзі уже пайдада отқаннан кейін олар мотивация оларды күнде ұрып тұру. Одан артық не мотивация керек десеңізші? Күнде ұрып тұру оларды. Мотивация деген нәрсе ол анау кейінгі жұмысшыларға да бірінші, екінші емес, төртінші, бесінші жұмысқа мотивация керек оларға. Бір айтады, басшылар бізде мотивация алу керек дейді. Ол өзінің жұмысында негізі түсініп тұрған жоқ адам айтады деп ойлаймын мен. Өзінің жұмысын түсінсе ол өзінде мысалы күніге өзі шығады ғой, өзі азында ерте тұрады, ұйықтай алмайды, істейтін нәрсесі көп. Уже мотивация сол ғой негізі. Ал енді кейінгі адамдар мысалы кейінгі адамдар уже қалай анау складта болсын, анау неде болсын адамдар уже оларға мотивация беру керек та. Өйткені олар өзінің баратын жерін ұмытып қалады ғой. Сондай нәрседе әрекет. Ал енді бизнес бір адаммен істелмейді. Енді жаңағы 150 адам деп жатсыз. Одан бөлек ар жақта Қытай жақта адамдар бар, бұл жақта да косвенно келіп кетіп жатқан бір қаншама енді бір өлді дегенде бір 300 адам осы жерде, одан көп болмаса да соншама адам жұмыс істеп жатыр. Енді сол команданы енді бір өзіңіз басқарып жатқан жоқсыз ғой. Осы командаларда кімдер бар, партнерларыңыз бар ма, басқа кімдермен басқарып отырсыз, қалай басқарып отырсыз? Қазір менде өзімде 22 жыл істеген балдар бар, бірге істеп жүрген. 10 жыл, 15 жыл істеген балдар бар, 7 жыл істеген балдар бар. Мысалы, кемі төбе жақта отқан балдардың бір 10 жылдан жоғары балдар бар. Төбе жақта отқан, олар уже бір-бірін түсінеміз да. Мысалы, бір точканы берсек, ол точканы менің немді біледі ғой, стандарттарымды. Уже оған бере алам, ол мені түсінеді, мені қалай сұрайтынын біледі де, ол сөйтіп істей алады. Солай істей алады да. Олар полусоп түсінетін жағдайға жетті десеңіз. Өйткені ол 10 жыл бойы бір-бірін зерттеген адамдарымыз ғой. Ал мысалы қазір кез келген адам оны бере алмайсың ғой. Өйткені ол сондай нәрсе да. Ал енді анау системаны көру деген нәрсенің бәрі өзіміз енді керектіктен туған нәрсе ғой. Оның бәрі мысалы өзің алыстаған сайын, уже анау ол нәрсені күшейтпесең, көре алмай қаласың да, ішінде жүре алмай қаласың. Ол міндетті түрде ол система қойылу керек, электронный болу керек, цифрмен жүру керекпіз да. Мысалы егер бір күндік саудасы қанша, пайдасы қанша, айлық расходтарды алып тастағанда таза пайдасы қанша, ол күнде көріну керек болып, біздің талап сондай болғанша солай істелді бәрі. Бірақ кез келген точканы сөйтіп көре аламыз. Бәрекелді. Енді өзіңізбен біраз күннен бері сөйлесіп жүрмін ғой. Енді осы жерде ең басында басқарып отқан өзіңіздің балдарыңыз екен, ұлдарыңыз. Енді ол ұлдарыңызбен қалай жұмыс жасап жатса, олар қандай қызмет атқарады, сол жағын бір ашсаңыз. Бізде қазір енді мынау жаңа заман деп отырмыз ғой. Мен енді кәсіптің тарихын зерттегеннен кейін қарасам, біз енді бірінші поколениеміз. Осы кәсіптегі бірінші поколение. Мысалы, батыс елдері капитализмге олар 500 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын өтіп кеткен. Олар ұрпақтан ұрпаққа, Ford дегендер, Toyota дегендер уже келе жатыр олар. Бізде енді бірінші поколениеміз. Сондықтан енді қазір көптеген бірінші поколениеде жетістікке жеткен кісілердің ақшаны тапқанмен енді балдары қалай жұмыс істеп жатқан, балдары жұмыс істемей жатқан сондай көп неде естіп жатырмын да. Сіздің енді
кеше енді сөйлескен кезде байқағанымыз осы жағынан өте үлкен айтарыңыз бар екен да. Енді осы жағына сіз айтсаңыз, енді балдарыңыз, ұлдарыңыз. Иә. Негізі бір енді жалпы бір нәрсені басқару үшін оған көп еңбек керек қой. Мысалы қазір жаңа айтып жатырмыз ғой, біз анау аудармашылардан қатты қиыншылық көргеннен кейін үлкен балам Қытайда оқыған. Өйткені бір 2 жыл оқып келді. Негізі ары қарай оқытуға мүмкіндік бар еді, бірақ маған уже ол оқу керек болмады. Біз тіл білгеннен кейін оны бірден жұмысқа салдық. Қанша жасында жібердіңіз ол үлкен балаңыз? 16 жасында жібердім. 16 жасында барып 2 жыл оқып келді ме сонда? 16 жасында барып 18-ге дейін оқып келді. Мұны мысалы егер 16 жасында барды, ол августтың аяғында барды. Сенбі жексенбіге түсіп қалды ол бала. Мысалы сенбі күні барды, ана жабық болған кезде анау жатаққа кіргізбей, сол кезде паркте ұйықтаған. Далада жатыр, Қытайда. Дала жылы ғой, бірақ бұл не ғой, жабық жер ғой. Сол жатқанда 16 жасар бала 16 сөйтіп сояққа барып далада жатыр. Иә. Бір күн дүйсенбі күні ол общежитие алып сөйтіп сояққа кірген. Мысалы сондай нәрсені көрген балдарды олар. Мысалы 2 жыл оқыды. 2 жыл оқыған кезде жатқан жерін көрсеңіз, өте енді бір адам енді қалай жатыр деп ойлайсыз. Ең төменгі немен барды ғой. Анда гостиницада жатқан жоқ, өз жеке бір бөлмеде жатқан жоқ па. 4 адам бірге жатты, бәрі шетелдің адамдары. Бөтен адамдар ма қасында? Иә, шетелдің адамдары ғой. Тек қана бізге білімі керек болды. Балама мақсаты болды. Тіл біл, кім көрінгенге жем болмайық деген мақсат болды да. Тіл біліп келді. Одан кейін тек қана жұмысқа салдық. Жұмыспен бірге жүріп жұмыс істедік. Одан кейін қазір 25-ке келді қазір ол. Мына сәт қоя, осы магазиннің аты қойылған сәт деген ол. Ол үлкен балам қазір 25-те осы магазин сәт деп соның атына қойылған. Осы жерде қазір мен өзім Алматыға көшкен себепті осы жерге оны бастық тағайындап кеттім. 4-5 бала кетті ме сонда? Қытайға ма? Иә. Жоқ, бір өзі кетті. Бір өзі кетті. Өйткені керек болды, жібердік. Негізі жалпы бір анау біз ер балдарға бір енді жұмсақ жігіт емеспіз біз. Қаталдау болдық. Өйткені әкеміз де қаталдау болды бізге. Одан кейін сондай болғандықтан біз де жібердік. Біз ояқта енді дала жылы ма жылы. Ешқандай қауіп жоқ па? Жоқ, болды балам. Азанда сөйтіп жүрген. Егер анау айтар мен қарны ашпаған адам бақыт сезіне алмайды да. Мысалы қарны сондай жалпы балдар қазір гостиница емес, бір аэропортта ұйықтаса да, одан да жаман жерде ұйықтаған, ол аэропорт оған бір гостиница сияқты көріне береді. Одан да төменді көріп қойғанбыз ғой. Салыстыратын нәрсеміз бар да. Жалпы негізі Қытайда оқығанда бір 2 жыл оқып кеп, кейін Қытайда қазір бүкіл тірлігіміз бізде қытайша. Қытайдан бізде тіл мәселесінен үлкен балам да біледі, 2-ші балам да біледі, 3-ші балам да біледі Қытай тілін. Ағылшын тілін де үшеуі де біледі. Мысалы алтынмен бітірген, қызыл белгімен бітірген сондай жақсы оқыған сабақтар, сондай балдар ғой. Бірақ негізі сондай да. Жалпы анау қазір Қытайда оқу деген ол кезде өте қиын еді. Өйткені виза жоқ қой бізде баратын. Барып көрейін десең көре алмайсың. Бір виза берді, сол өзі кетті. Біреуге ұстатып жіберді, сонымен кетіп сөйтіп оқыған бала ғой. Өзі алдында бірге барған ба едіңіз? Алдында иә. Көрсеткенсіз ба негізі? Алдында Қытайға барғанбыз, бірақ біз барған қала мүлдем басқа қала. Оның барған қаласы мүлдем басқа қала. Мысалы енді ояқтан өз студенттер күтіп алды, бірдеңе қалды, сондай нәрсе болды ғой. Мүлдем басқа қала. 16 жасар бала далада паркта жату деген нәрсені өзің ойлап көріңіз. Соны мен ешқандай ақылыма сыйдырмай жатырмын ғой. Одан кейін қазір сондай нәрседе ояқта оқып келіп қазір соны ақтап жатыр ғой. Мысалы қазір бұл жердегі қазір сөзіңізді бөлейін. Сол кімнің сәттің жаңағы 16 жастан барып бір 2 жыл қандай жағдайда оқыған өз жеріңіз кішкене айтыңызшы. Өйткені енді ол айтып өтіп кететін нәрсе болып тұрған жоқ та. Енді бір 20 жасар, 25 жасар бала барса мақұл енді. Білетін жер болса мақұл. Қытай деген вообще бөлек мемлекет қой енді. Сол кезде қалай не условиялар қалай болды? Егер сол кезде мамасына егер звондаса, мамасы біздің осы жатақхана бермеді, мен осы жақтамын дейтін болса, уже тревога басталады ғой. Айттым да звондама. Біз еркексің, бұдан да зор үлкен нәрсе бастан өтеді. Бізге оны қалай дейді, жақсы деп қоямыз, ол да жақсы деп қояды, дым білмей өтіп кетті ғой негізі. Енді видеодан көріп қойған шығар, бірақ жалпы негізі солай болды ғой. Бірақ негізі ол жақта біз 1 жылға дейін біз артынан бара алмадық. Бір барған кезде бір барып көрдік, тастап кетуге мен өзімнің жүрегім шыдамады. Анада екінші этажда жатқан жерлерін көрсең, маған өзіме ауыр тиді, бірақ балам тілін қалай айтсам жақсы дейді. Мен
балам маған айтып жатқан әңгімесін тыңдасаңыз, мен бұл жерде жатуға ғана келемін. Негізі кітапханада отырамын дейді да. Мені жұбатып жатыр ол. Ал мен оған жаным, егер ол сөзді айтпаса, менде бір күмәнмен кетіп қалар едім да. Мен бұл жерде тек қана ұйықтауға келемін, әке. Негізі халал тамақтанатын жер бар. Мен негізі кітапханада өтеді өмірім дейді да. Болды, балам, ондай болса жақсы. Доп ойнаймын, андай қыламын, көп нәрсені спортта айтып жатыр маған. Бассейнге түсемін дейді. Болды. Егер ол жерде бір сәл қисайған нәрсе болса, мамасы емес, менің өзім алып қайтқым келіп тұрған ол жерде. Жүрегім шыдамай жатқан жерлерін көріп. Бірақ сондай, егер балдар, егер оны мысалы кез келген біз одан кейін көп балдарды Қытайға жібереміз ғой. Егер мамасының баласы болса, ол қайтады. Оған сәл қаттылау тұрсаң, егер қараңызда, мысалы кез келген бір 2 жылда, 2 жыл өтсінші, 2 жылда Қытай тілін жақсы меңгереді, ағылшын тілін жақсы меңгереді. Ал мысалы егер 2 жыл оқып, ештеңе істемей қайтып кетсе де, ондай білімді кім береді екен? Ондай білім жоқ қой бәрібір. Армия сияқты болып тұр ғой бұл енді. 2 жыл оқиды, біріншіден шетелді көреді, екіншіден уже тіл үйренеді, үшіншіден өзі былай еркін, мысалы балдарыңызға қарасақ, барлық балаға қарасақ қазір тамағы дайын, киімі дайын, анау жататын жері дайын, бәрі дайын, соның өзін қиналады. Ана жаққа барып келген балдар болса, бәрін өзі істейді. Мысалы, салыстыратын болса, жер мен көк дейді. Әрине. Ал сондай нәрсе, бірақ 2 жыл оқып келгеннен кейін, енді үлкен бала болып келді 18-де. Ол кезде енді қазір енді мына кәсіп басқарып отырған сол сәт екен ғой енді. Бірақ енді жаңағы жерде сөйтіп сол енді 2 жылда ол енді өзі қайтамын деп басқа не болған жоқ па, өзінде бір кішкене бала ғой енді бәрібір де. Бір айда негізі телефон болды ғой да. Мені қайға апарып тастадыңыз деген сияқты жіберіп. Бірақ ол нәрсені ол алдында біз барып жүрдік қой. Бір енді фотоларда бар, көрсетсем болады, қай кезден бастап барғанын. Өзі енді шетел жүріп үйреніп қалған бала ғой. Бірақ сол кезде бір айдың ішінде егер маған бір баламнан бір егер қиыншылық келгенде, мен өзім шыдай алмайтын едім. Өйткені ол сондай еді. Ал қазір кейінгі балдарым оқыды 16 жасында барды. Олар вообще біз бірінші бала түскеннен кейін біз уже опыт болып қалды бізде. Екінші балдарды қайтып не істеу керек екенін бәрін шешіп тастадық. Түк қиын болмады одан кейінгі балдарда. Бірақ негізі ол кезде одан бір әлсіздік көргенде мен өзім қайтарып кетерім. Қайтарып кеткенде не болар еді? Біріншіден тілсіз, Қытайсыз, анау аудармашыға жем болып сөйтіп өміріміз өтер еді. Ол да тұрып берді. Енді бізде анау әлсіздікті көрсетпедік. Жалпы оқып шыққаннан кейін уже үлкен жетістіктер уже алдында күтті. Ол кезде артынан енді ақша салып тұрдыңыз ғой енді. Ол енді қанша енді ол жерде? Енді жаңа жатқан жерін айтқан қарағанда бір қатты бір жасаған жоқ сияқтысыз ғой. Ол жерде оқитын жеріндегі жататын жері оның тегін болды. Тамаққа білмеймін, бір айда 100 000 теңге ма кетті. 100 000 теңге ма кетті. Енді ең үлкен балам ол қатты бір ең эконом жолмен жүрді. Өйткені ол кездегі жағдай сондай болды ғой. Ол оны көрді ғой. Біздің қалай тауып жатқанымызды көрді. Ол сол жағынан қатты не болды да. Өзі де қатты шығын жасамады ғой. Шығын жасамады, мүлдем жасамады. Егер біріншіден шығын жасамаған бала көп нәрсені үйрене ма дедім ғой мен. Өйткені мысалы аштау болды, уайымдады, не үшін келдім деген нәрсе болады ғой. Мен бұл жақта оқып жатыр деді, бірақ мен жүрсем деп оқиды. Анау біздің қиналғанды көрді, аудармашыға жем болғанды. Бұны білмесем болмайды деп қатты үлкен мақсаттар болды алдында. Содан ол сондай болды да. Негізі Қытай тілін 1 жылда бар үйрену деген ол өте қиын нәрсе. 2 жылда жақсап кетсе ол жақсы. Осы кез келген адам айтамын, 1 жылда үйренбейді, үйрене алмайсың. Ол қиындау нәрсе да. Мысалы Қытай тілін 1-2 жыл үйренетін болсаң, ағылшын тілін 1 жыл үйренетін болсаң, мысалы енді араб тілі бар, басқа бар, Құран бар, тағы да 2 жыл уақыт кетеді. Сонда 5 жыл өмірі жастық шағы сол біліммен өтті ғой. Бірақ енді соның жемісін көреді де қазір. Ал ол кезде ойнап өтсе де қазір қиыншылығын көретін еді. Ал ол кезде қиналды, қазір жемісін көреді де. Кез келген жаққа барса бізге аудармашы керек емес. Ағылшынша да, Қытайша да мүлдем аудармашы керек емес. Енді кім сәт сол 2 жыл сол жақта оқып келді, одан кейін ары қарай енді кәсіпті жұмысқа кірді. Жұмысты өзі қолға алды ма сонда? Иә. Қазір енді түбегейлі қолға алды деп айтсам болады. Кәдімгі осы жердегі Шымкенттегі бүкіл жұмыс соған тапсырдық, біз кеттік. Сәт қаншада қазір? 24-те. 24-те. Түбегейлі. Үйленді, иә? Үйленді, немереміз бар, баласы бар. Түбегейлі қолға алды қазір, өйткені біз бұл жақта біз Алматы кетіп жатырмыз. 3-ші тоқсанда біз Алматы кетеміз, сол жақта боламыз. Енді бізді әкем айтады, енді әкем 80-де ғой.
сен бұл жақта жүрсең ол үйренбейді дейді, сен кет дейді. Алматыға кете бер деп алды. Негізі сен көп кірме дейді бізге жұмысқа. Егер өзіміз кірсек көп нәрсені турлаймыз, енді кемшілік өте аз болып кетеді. Бірақ сен істеп жатасың ғой. Бала болғасын майда жүзде бір қате кемшіліктерге істеу керек ол. Істеп барып үйренеді болды басқа. Кішкене оған допускать ету керек болып тұр ғой, қателік жасауға. Егер осы жерде отырып мен түбегейлі басқаратын болсам, сауданы да пайданы да бір 30%-ге көтере аламын. Бірақ сен барсың, көп адам жоқ болып кетеді. Бірақ енді мен тастадым, сәл азайса да, бірақ не ғой, балдар үйленіп алды да, енді ондай бір орта бар, енді сондай ортаны өту керек ол. А мен бұның арасын өту керек та. Соған өзі барса, қате кемшілік жасайды, бірақ ол нәрседен... Сіз сонда қателік жасаған көріп тұрып, соған допускать етіп тұрсыз ғой? Амал жоқ. Бірақ ол үйренбейді да. Өйткені бір шаг назад, два шаг вперед дегенде, анау неден өту үшін, негізі қате кемшілікті өте көп істемейді ол баланың өзі. Өйткені біздің қасымызда көп жүрді ғой. Даже мен айтайын, 6 класстан бастап Қытайға көрді, шетелді апарған ғой, жүрген балада. Бірақ негізі айтқам, келісім бар арада, балам істей бер, бірақ 30 жасқа дейін бір отчет бере берші маған. Мен дейін істеп кете берші болды. Мақыл деп. Өйткені, мысалы қазір бірдеңе істейін деп жатсың ба, істей бер, бірақ майда шүйде маған нағымай, үлкенде проекті болса маған айтшы. Болды, істей бер деп айтайын, болды, істеп кете бер арғай. Қазір осы жерде бір сөзіңізді бөле тұрайын. Өйткені мына жерде мен енді балдар енді бұл жерде тек сәт емес, одан екінші балаңыз кім еді, атын ұмытып қалдым. Бейбарыс, одан кейін Мұхаммед. Үшеуін де енді сол неден өткіздіңіз ғой школада. Соларды бір айтып өтсеңіз, сол жақта Қытайда қалай оқытқаныңыз, соларды қалай оқыды. Содан кейін балдарыңыз жұмысқа несін, өз келісім шарттарыңыз туралы айтсаңыз одан кейін. Бейбарыс деген балам ол Англияда оқыды 2 жыл. 2 жыл оқыды. Негізі ол алтын белгімен бітірген бала, грантқа түсті өзі. 26 миллион ба жыл сайын төлейтінді, ол тегін түсті. Одан кейін күніге бір 13 евро беріледі оған. Одан кейін бүкіл жолы тегін, самолеттен басқасы тегін болды, олар студентский болды. Өзі грантқа түскен арқасында. Сондай нәрсе бұл жақта енді Европада, Англияда сондай екен ол жақта. Тамақ тегін, жол тегін. Ол қанша жаста кетті ол жаққа? Ол енді 11-де бітіріп кетті, 17 жасында кетті. 17 жасында. Ол өзі Англияға бұрын барғасыздар ма? Бармағанбыз, өйткені қазір өзі ол алтын белгімен бітірген бала ғой. Ол өйткені достарының бәрі жақсы оқитын балдар да. Ол қай мемлекетте қай бала оқып жатқанын, қазір онлайн заман ғой бәрі. WhatsApp бар, Telegram бар. Солармен хабарласып, қай универ жақсы, қай неге жақсы өзі тапсырады. Қазір кез келген бала бітірсе, 5 оқуға түсті, 10 оқуға түсті деп айтады. Бүкіл өзінің несін тапсырады да, түсіп кете береді. Ішінен содан кейін өзі таңдайды, қай жаққа барам деп. Сондай да. Мысалы, тегін түсуге ол, тегін түсу үшін шарттары бар да. IELTS бар, SAT бар. Сонда сен бәрі тура келу керек, оны тапсырған кезде ол универдің несіне қарайды, атақ абыройына қарай, күшейеді, оған түсе береді. Бірақ негізі қазір айтады ғой, универге түстім, анаған түстім, мынаған түстім деп айтып жатыр ғой, айта берсін. Бірақ тегін түсу деген ол басқа уровень да. Өз еңбегімен болып тұр ғой. Стипендия беру деген ол стипендия алады, тегін түседі, ол басқа неде, ол білім керек те оған әжептеуір. Англияда қанша жыл оқыды? 2 жыл оқыды. 2 жыл оқыды. Бұл себептермен бері келді. Өйткені ол себептерін ұзақ айтсақ, бірақ өзі келді, кейін Қытайда 1 жыл оқыды. Ол да Қытайда, сосын Қытайда? Қытайға 1 жыл жібердім. Қытайда 1 жыл оқып, қазір Алматыны бүкіл Қытайдан келетін заттарды сол қамтамасыз етіп отыр. Мысалы, Қытайдан кірген шыққан бүкіл фура соның міндеті. Заказ береді. Бүкіл магазиндер заказ соған беріледі, ол анаяққа жібереді, содан кигенін таратып беріп отыр да. Қытайдан қанша кіргенін сол ғана біледі. Жаңағы Англияда оқыған кезде ол енді өзінің стипендиясымен сіздерден ақша алмай, өмірі көрмеген, бармаған жерге өзі барып, сөйтіп оқып келіп отыр ғой сонда, иә? Негізі коронавирус кезде кетті ғой. Коронавирус кезде біз жібере алмай қалдық. Себептердің бірі сол да. Одан кейін біз жібергенде уже барлық затта коронавирус болады да, кейін онлайнға жіберді. Сондай бір себептер болды. Енді бір қызық мәселе, енді біздің сәл енді қаталдығымыз болып келе ма, оны түсінбедім. Сол сізге қатты
қаталдық сияқты мен енді. Біз коронавирус қатты қызып жатқан кезде біз баламды жіберемін ғой. Шешем айтады енді, мына жақта енді адамдар өлім жетім болып жатты. Бұл кезде бәрі сондай болды ғой. Сөйтіп айтады ғой бір күні, енді бала бүкіл жақ ауырып жатыр, өліп қалса қайтеді деп. Ол сол кезде коронавирус кезде Англияда болды ма сонда? Англияға жібергенбіз. Сөйтіп кейіннен бір енді оқып келген бір жігіт айтады ғой маған. Рахымжан аға, Англияға жіберіп жатсыз бала, ол жақта қазір ауру қатты жүріп жатыр, өліп қалса, бірдеңе болып қалса дейді. Айтамын дедім, сен білімің бар ғой деймін да. Енді сен бұны айтқаныңа мен ұялып тұрмын деймін да, айып етпе деймін да. Енді үйде жатса да өлетін адам өледі ғой деймін да. Енді өліп қалады деп жұмыс істемей отпаймыз ғой деймін да. Енді ол нәрсе менің миымда да болмаған ғой. Мысалы сонда коронавирус ұшып кетті. Мысалы дәрі-дәрмегім бар, енді сөйтіп жүре бергенбіз ғой. Бірақ негізі жалпы ұшып кетіп, сол жақтан кейіннен ол жақтан болмай онлайн болып қайтып сөйтіп жүрді ғой. Сол аралықта біз үзілді да. Өйткені қайтып кейіннен бару керек болды. Бармады, кейін Қытайға кетіп қалды, сондай болды. Арақашық сондай үзілген сол болды. Біз қаталдығымыз жаңа айтып жатқанымыз неде өліп қалса қалай болады деген нәрсе біз ойламағанбыз ғой. Сол. Күрке тауық сияқты қанатын астынан шығарғысы келмейді ғой бізде. Қытайда ол жерде бір жыл кіммен бірге жүрді ма? Қай қалада болды? Кім жаңағы сәтпен бірге болды ма или жол бөлек болды ма? Мүлдем басқа қалада болды. Мүлдем басқа қалада болды. Ол мүлдем басқа қалада болды. Өзі негізі балдарды анау үлкен қалада оқытпаймын деп өзім шешкем. Өйткені Қытайға барғанның бәрі саудагер бизнесмен болып кетеді ғой. Анау тау жақта бір осып сияқты городоктар бар, сол жақта оқытқанбыз бір жылда. Қай жағы? Қай қала? Нанкин ба? Нанкин деген қаласы бар ғой. Сол жақтар, сол жақтар. Есім жоқ, 3-4 қалада оқығаннан кейін. Басқа қалада. Сөйтіп ол да өз жолымен өзі бөлек оқып, сөйтіп үйреніп келді. Қаншада қазір бейбарыс? Бейбарыс 22-де. 22-де. Мынау үлкенім 24-те, екіншім 22-де. Үшіншім 19-да. Енді кім Мұхаммед туралы айтайық енді. Ол қаяқта оқыды, ол да бір өзі историясы үлкен сияқты. Мұхаммед балам, кішкентай балам, ол неде? Ол да Гуанчжоуда оқып жатыр қазір. Ол қазір бүкіл заводтағы бүкіл нені сол өзі қамтамасыз етеді, контроль істейді. Сол жібереді Қазақстанға. Заказдардың бәрін сол өзі реттеп сөйтіп жібереді. Бірақ негізі бүкіл осы жақтағы онлайнның темасын сол өзі басқарады. Мұхаммед қазір 18-де, сол 19-да. 19-да қазір сол бүкіл жаңағы онлайн продажаның бәрі сол Мұхаммед істеп жатыр. Онлайн продажаның бәрі. Онлайн продажа, колл-центр, мысалы Каспийден демпингте болып жатқан заттардың мысалы өзі 10-15-ін алып өзі программа жазған, өзі сайт жазған, өзі оқу сондай ғой. Сонымен айналысады да. Мұхаммедтің жағы тәрбиелеу жағының оңда бір историясын кішкене айта кетсеңіз, сөйтіп содан кейін әрқайсысы не жұмыс істеп жатқан қазір оғанда бір тоқталсақ. Бірінші тәрбие жағынан. Иә, ол енді Мұхаммед өзі сәл кішкентай болғасын сәл еркелеу ғой бала. Мысалы негізі өзі Назарбаевты оқыды осы жақта. Назарбаев 12 жыл болғаннан кейін 11 жылдан кейін ол Қытайға түсіп кеткен. Қытайға түсіп кетті. Гуанчжоуда қанша жаста дейсіз? 16 жасында кетті. 16 жаста Қытайға кетті. Гуанчжоуға кетті. 16 жасында Гуанчжоуға кетті ол. 12 жыл оқымай, Назарбаев 12 жыл еді. 11-ші класстан кейін бітірді, басқа жақтан диплом алды, аттестат алды. Неге оқуға түсіп кетті Гуанчжоуға. Гуанчжоуға түсті. Ол енді ол өз алдына бөлек оқуға түсті. Ол кім ағаларымен бірге жүрген жоқ па? Ол ағалар ол жақта бизнес істеп жатты ол жақта ол кезде. Ол Гуанчжоуға түсіп кетті. Бұл енді өз бизнеске сәл жақындау ғой. Енді ағалардан сәттің, достардың бәрін ол көп нәрсені сол жақтан жіберіп отты. Көп нәрсені жіберіп ол жақта бизнес болып кетті. Одан кейін ол бір жыл өткеннен кейін біз оны тоқтатып басқа бір тау жақта бір оқуға жібердік. Яғни де Гуанчжоуда бизнесмен болып кетті ол. Студент емес уже. Ақшаң керек емес сенің. Ақша тақта бар. Сен білім ал. Қазіргі алған білімің уже кейін керек болады саған. Ал қазіргі тапқан ақшаң ол ақша бар тақта саған керек емес ол. Білім керек бізге деп. Қазір үйренетін кезеңде тұрсын деп тұрсыз. Үйренетін кезеңде ол ақша тауып кетсе, ол кейін ақша табатын кезде ол үйрене алмайды. Екеуі мысалы қазір істеген нәрсені кейін істей алмай қалады да. Содан кейін ол кейіннен оны ояққа жіберіп бір жыл оқығаннан кейін биыл қайтып Гуанчжоуға келді. Енді 19-ға келіп Гуанчжоуға келіп қазір универде оқып аптасына 3 күн заводта жүреді. Өзінің машинасы бар. Заводта полный заводтармен аралап, жаңа айтып жатқанымыз бар ғой. Бізге ең үлкен жеңілдікті сол істеп жатыр қазір. Біз ояққа бармасақ та бүкіл нәрсені зерттеп бізге жіберіп бар да. Одан кейін біздің базамызды көре алады. Өйткені ИИ деген бар ғой. Сонымен бүкіл базаны өз контроль істеп, уже сөйтіп істеп жатқан бала. Біз енді Каспиймен осы жақында келді, декабрьдің аяғында.
біз кәсіппен балдар істеген бір ары кетсе бір 10-15 миллион істейді. Сонымен маған шыға береді ғой. Мен не қыламын деймін де ол нәрсе, маған керек емес. 5-10 миллион теңгені талқылап отырайық, ұят қой деймін де ол нәрсе. Саған керек болса біз былай қысамыз деймін де. Үстемізден 1200 бізде оптым зат бар ғой. Соның 10% қанша десем 120 дейді. Мақұл, оның 10% қарасам 12 дейді. Бір 12 затты бізге беріңдерші. Мұхаммед айтты ғой, Мұхаммедке айтамын 12 затты алыңдар да соны орындасшы. Уже қанша сатасыңдар деп. Үсті Мұхаммедтің өзі алады бір 10 затты алады да, сол 10 заттың өзіне бір 2-3 пұра сатса болады дейді ғой. Сөйтіп сол жақтан заказ береді да, через Каспий арқылы мысалы интернеттен саған заказ беріп уже ол нәрсені бір айда істеп тастады. Ал енді ары қарай жаңағы балдар бір 5-10 миллион 10-15 миллион сауда істеп жатқан еді. Олар мысалы бір пұра қанша айта аласыз ба? Бір пұра енді әртүрлі енді 40 миллион 50 миллион сол жоба. Сонда бір 150 миллион сауда істеп сондай істеп тастаса болады. Сөйтіп істелі бар да. Бірақ негізі жалпы адамдар ойы қандай, ақшасы сол көлемде ойлана алатын сияқты мен ойланғанымша. Мысалы қазір мысалы мен егер оны өзімізге тартпасақ, ол Мұхаммедті, ол анау Гуанчжоуда жүріп ол Россияға сауда істеп кетейін деп тұрды ол. Озон, Вальверс дегендер бар. Солармен жұмыс істеп кетейін деп тұрды. Кейін келісімге келіп, ол біз жаққа тартып, сонымен келісім істедік қой арада. Сен онлайнды жүргіз, пайдасын былай келісейік. Ол айтады, қалай болады деп, кәдімгі сен қалай болады былай, екеуміз келістік. 70-30 деп болды. Көп беріп қойған жоқсыз ба? Бола береді, істей бер. Солай тастадық та ортаға. Өйткені егер мен келіспесем, ол басқа жұмыс істеп кетейін деп тұр. Мысалы, оны айлыққа ұстай алмайсың. Сондай нәрсе болды да. Одан кейін Сәтпен де, Бейбарыспен де, Мұхаммедпен де арада келісім бар да. Сіз балдарыңызбен сонда кәдімгідей келісім шарт жасайсыз. Келісім істейсіз. Доляға отырасыз. Ато болмайды ғой. Мысалы, егер айлыққа отырғызатын болсаң, олар басқа нәрсе істеп кетейін деп тұр ғой. Ал мысалы сен істесең, осы жерден істесең, осы жерді істейін деп тұр да. Екі таңдау бар ғой, или айлыққа отырғызасың, или доляға кіресің болды. Айлыққа берсең, уже оның басқа зақымдары бар да. Сен істе, одан кейін нағыл дедім да мен шығар ойынан. Мысалы қазір Сәтке бердік осыны. Осы жердегі өзінің, мен саттым өзім бизнесімді. Франшизаны саттым, товарын бәрін сатып аласың, магазин сатып аласың. Оборот ақша бердіңіз? Жоқ, мысалы осы затты тастадым ғой мен. Осы затты тастадым. Осы заттың түрі осындай маған пайдасы маған бересің, кейін осы затты сатып аласың. Одан кейін осы магазин сатып аласың. Керек болса тағы сататын нәрсе, енді бәрі енді ол солай келісім келмесек, бұл менің дүнием ғой, менікі. Ол оныкі емес. Мен оған былай бермеймін, керек болса сатып ал. Мысалы, менің дүниеме таласпаңдар деймін. Мен әкем маған тек қана жұмыс берді болды. Мен жұмыс істеп өзім көтерілген адам, сенде де көтерілдің. Олар енді о жағынан қалай келіссек те келісіп тұр, олар енді көз ашып қалдыр ғой анау. Әкем ғой айтқан болды. Екінші вариант айтпайды олар. Бір жақсы жері. Былай ма? Болды. Былай ма? Болды. Өйткені өздеріне сеніп тұр бұл жағынан. Енді істеп жатыр, істеп көрді, содан кейін келісім договор жасадыңыз. Енді қазір балдарыңыз істеп жатыр, иә? Істеп жатыр. Енді қазір үш балаңыз, үшеуі қандай ұлдарыңыз, қандай қызмет жасап жатыр енді осы жердегі? Шымкент, бүкіл Шымкентті Сәтке тапсырдық. Бүкіл Шымкентті Сәттің өзі игеріп жатыр. Бүкіл Шымкент қазір мысалы біз қазір магазиніміз бар, складымыз бар, автобусымыз бар, завод қойып жатырмыз, бәрін Шымкент Сәтке береміз. Сәт өзі жүргізіп жатыр. Бүкіл Алматыны екінші балам Бейбарысқа істеліп жатыр. Өйткені ол бүкіл Алматы мысалы Қытайдан келетін бүкіл зат ол через сол арқылы Алматыға түседі ғой. Алматы арқылы Алматыдан тарайды. Ал енді үшінші баламыз тек қана онлайн темасын бәрін оған бердік. Өйткені онлайн Қытайдан өзі жаңа айтып жатырмыз ғой, кез келген назатты көрсетсеңіз, бұл заттың қандай сапада екенін, бағасы қаншада екенін прям запчастьтен бастап, құйылып жатқан жерден бастап, мынау мынақты мынамен сатсақ болады. Ал ондай бағаны ешкім бере алмайды. Өйткені ол кез келген адам алатын болса да бір магазиннен алады, бір басқа жерден алады ғой. Олар әбден үстіне қойылған бағалар. Уже ол мысалы қазір бұлардың мысалы Мұхаммедтің онлайн деп жатқаны, бұл онлайнды бір 10 магазиннің оборотын бір онлайн істеуі мүмкін да. Қазір онлайн болып жатыр ғой барлығы. Солай істеуі мүмкін да. Жалпы өйткені ол шығып жатқан жерін біледі, бұл жақта сатылып жатқан бағаны біледі, қазір жасырын нәрсе қалмады ғой. Бір түсіресің, Каспийдегі бағаны білесің, бір түсіресің, Пиндоданы білесің. Одан кейін заводқа барасың, заводтағы бағаны білесің. Болды осындай нәрсе да. Бұрынғыдай жасыратын нәрсе сәл көз ашық адамға ештеңе жасырамайсың. Сол үшін уже сенімді балдар болмаса,
қиын да ол нәрсе. Одан кейін балдардың көзін ашқаннан кейін уже амал жоқ олармен келісім істейсің, басқа сенде жол жоқ. Или айлыққа жүру керек, или келісімге көнесің, көзін ашпау керек, көзін ашпай келісесің болды. Үшінші вариант жоқ та уже. Бізде одан да келіскен бізге де қолайлы ғой. Жұмыстың бәрін аласа, біздің миымызды ашытпаса, ары қарай біздің товардың бәрін сатып алса, магазин сатып алса, біздің долямызды берсе, бірақ өмір бақи пайданың 30% бізде қалады. Келешекте. Кез келген уақытта мынаның бәрін сатып алған күнде де пайданың 30% бізде қалады да. Біз дегеніңіз өзіңізге енді әкесі өзіме құяды да. Ол қай уақытта болады деп еді? Мынаның бәрін жапқаннан кейін болады да. Мысалы алдағы 4 жылдан кейін бүкіл бизнестің 30% пайдасы бізге құйылады да. Әрқайсысы бөлек қазан. Қазан бөлек. Қазан бөлек ол әрқайсының мысалы қазір бізге мысалы бір жылдық пайданы бізге беру, затты бізге беру, ақшасын беру, магазин сатып алу, бұл 4 жыл уақыт кетеді. Енді одан кейін ары қарай до конца таза пайданың 30% бізге түседі да. Солай келістік та. Ол мысалы балдарым одан өзім айтып отырмын, 70% ала беріңдер өздерің деп ше. Бірақ бізге 30% бізге үнемі түсіп тұрады. Осылай келістік өйткені енді қараңызда бізде бұндай көмек қылатын біздің уақытта ондай болмады. Болған жоқ қой. Бұларға қазір бұлардың бір айтайын 40-тағы жағдайы 40-тағы жігіттің жағдайы бұларда тұр ғой қазір. Көз ашық адамға. Мысалы 40 жаста бұндайға жете алмайды, бірақ 40-тағы жағдай бұларда тұр да қазір. Енді бұлар 40-тағы жағдайды көріп тұр ғой бұлар. Дато бой енді бірандай дым көрмеген емес, көз ашық қой. Бұл 40-та кез келген 40-тағы адамда бұндай олардың жағдай жоқ бәрі. Әрине. Соған жеткізіп бердік енді бізге енді біздің арамызда не жоқтандай. Біз қалай айтсақ та 50 десек те келсек, 30 десек те келсек, өйткені ол айналып жатқанда бір ненің ішінен бөліп жатыр ғой, ішінде тұр ғой бәрі бір семьямыз ғой, бір отбасымыз, бір әулет, бір ағайын, балам, әке шешесі сондай ғой. Сондай да, разница жоқ қой. Енді олай болғанмен де, бірақ енді сіз балдарыңызды өте интереске қойып, олардың жаңағы ынталандырып отырсыз ғой. Бұл енді бұл әңгіме өте бір керемет әңгіме екен. Шын мәнінде де мына баланы әсіресе мына кәсіпкерлер, өзіңіз сияқты кәсіпкерлерді үлкен деңгейге жеткен кәсіпкер, уже миллиардер болған кісілердің өздерін бір естідім де. Балдары өздерін тапқан дүниесін арға алып кете алмай, көп қой білесіз ғой айналамызда. Бүйткен дүниенің атасын әлетті деп осы боқтап отырған адамдарды да осы естіп жатырмыз да. Сондықтан мына әңгіме, мынау жаңағы баланы қалай тәрбиелеу керек, оған кәсіпке қалай баулу керек, ары қарай қалай келісімшарт жасау керек. Менің ойымша, біздің қазақтың қазіргі бір сондай этапта тұрмыз. Передача власти деген сияқты балаға қалдыратын сондай бір моментке келген кезде мына әңгімеңіз бұл енді көп адамға ой салатын әңгіме, бір үлгі алатын әңгіме болады деп ойлаймын енді. Балдарың алып кетпесе бұндай бизнестің неге керегі бар? Көп жолдас балдар бар, жағдайы бар. Балдарың көрсең шофырда, ананы апарып әкет, мынаны әкеп таста, мынаны бүйт дегенде. Мысалы шофырға бір 300 мың теңге айлық берсең, ол шофыр болады кез келген адам. Енді ол шофырды кемсітіп жатқан жоқпыз, бірақ енді оны таппай жатқан адамға оны берсең, ол қуана машинамен қосып берсең шофыр болады ғой. Бірақ балдарды складтан бастап кіргізіп, былай төбеге көтеру керек та. Складтан басталу керек та ол нәрсе. Төменге этаптан басталу. Төменнен жоғары көтерілу керек та. Ол жұмыс істеу керек та. Мысалы қазір базаны білу керек, анализді білу керек, заводтағы бағаны білу керек, конкуренттердің қалай келіп жатқанын білу керек, бүкілін білу керек та. Ол білім. Ал енді апар әкел деген нәрсе ол кез келген адам істейтін нәрсе ол. Дұрыс айтасыз. Оған бір енді не керек емес та, ақыл керек емес та көп. Тағы да осы қосатыныңыз бар ма осы бала тәрбиесіне қарсы? Айтылмай бір қап кетті ау. Бала тәрбиесіне негізі қазір айтатыным негізі көп ата-ана балдарына ұл балаға ішли анау жеңіл қарайды да. Мысалы қазір мен айтарым көп бұрында өзіміз қандай ек, біз әкемізден сескеніп, былайша сәл сескеніп, қорқыңқырап біз мамамыз сыйлайтын ек. Әкең келе жатыр десе біз мама болды деп, ана болды енді қайталамайын деп кешірім сұрайтын ек. Біз әкемізде бір сес бар еді. Қазір әкеден қорықпайды ғой, өйткені шешенің тәрбиесі дұрыс емес па, жоқ, әкенің мінезі жоқ па, сондай да. Бірақ енді ондай нәрсені балаға сәл енді көп адам айтады, аясаң аяма деп айтады, бірақ бәрі аяп жатқанын көресің да. Бірақ ол нәрсе жоқ қой. Сәл балаға сәл қаталдау болған негізі мен дұрыс па деп ойлаймын, жалпы да. Енді ұл балаға, қыз бала еркелеп өсетін қыз ғой енді. Ұл балаға сондай сәл қаталдау болған дұрыс. Өйткені қазір оған салсаң
жеңіл нәрсені істегісі келеді, ауыр нәрсеге бір әкенің сәл балам деп басына бір сипағаны керек болып тұрады да кейде. Сипау керек болды баласын. Оны істеп кетеді. Кейін үйренгеннен кейін әдет болып қалады. Сондай нәрсе ғой. Қыз баланы қалай тәрбиелеу керек, ол туралы бір ойларыңыз бар ма айтатын? Енді қыз бала енді білмеймін, әкесінің ерке қыздары ғой бәрі, еркелеп өскен жақсы. Бірақ енді қатты бір енді қыз балаға өзінің бір базовый нәрсесін ғана үйреткен, ары қарай көп үйрету қажет емес сияқты деп ойлаймын өзім. Өйткені өзімізде мысалы көп адамдар бар, өзінің жұмысын істемейді ғой. Мысалы қыз балаға мен айтар едім, қонақ күте алса, дастархан жай алса, тамағын істей алса, мінезін дұрыс жұмсақ істей алса, енді анау бір қатты бір анау сол нәрсе бір базовый нәрселерді үйретіп, мысалы өзіне ана болатын нәрсені үйретіп, ары қарай жіберген дұрыс деп ойлаймын ше. Анау қатты бір енді көп нәрсені үйрете беру қажет емес, ақша табуды үйрету деген мен қыз балаға бір қажет емес па деп ойлаймын. Өйткені ер адам табады ғой ақшаны. Егер жағаласып қызда табатын болса, ер адамды қадір қалмайды. Сондай нәрсе көбейіп кете ме деймін да. Қазір жастар бойдақ қыздардың көбін көрсең, ақшаны былай тапса болады, әкеме машина әперсем деп айтады да. Мен ол нәрсеге түсінбеймін да. Қыз әперген машинаны әкесі қайтып мінеді екен деп ойлап қаламын кейде. Өйткені ол қаяқтан ақша, мысалы қыз бала кейін тұрмысқа шыққан кезде ол машина тапқан қыз, енді машина таппаған, машина таба алмайтын еркекке тисе, ол менсінбей қалады. Мысалы оны енді уже білмеймін, сол нәрсе сәл ауырлау тиеді да. Бірақ енді қазір интернет желісінде қыздарды көрсең бәрі бизнесте, үлкен апалар бизнес талқылап отырады. Енді үлкен болғанда 50-ге келіп қалған апайлардың өзі сөйтіп істеп отырады біз қатарлы. Енді немере бар, өзінің бала шағасы бар, бағатын. Енді әйел адамның жұмысы деген өте үлкен жұмыс қой. Егер ол әйел адам бизнес істесе, оның жұмысын кім істейді деген сұрақ бар ғой. Оның жұмысына баға жетпейтін жұмыс қой онко. Мысалы балдардың сабағының бәрі бес болуы, үйге келген қонаққа қабағын ашып күтіп алып шығарып салуы. Мысалы өзің келген кезде, мысалы бай келген кезде оны қызметінде болу, байының әке шешенің қызметінде болу деген нәрсенің бәрінен үлгермейді да. Енді осы коронавирус 2019-ға дейін біздің үйде бір қызметші жүрген. Өйткені әйелімнің өзі балдардың сабағы мен тамаққа үлгере алмағандықтан қызмет жағымда мен өзім. Өйткені ол егер балдардың сабағы төмендеп баратса, онда адам ал. Балдардың сабағы төмендеп кетпесін. Балдардың сабағы бірінші орында. Бірінші орында балдардың сабағы. Егер балдар сабағын қарық қыла алмаса, кейін үлкен нәрсені қалай бизнес, мысалы үлкен жауапкершілікті қалай алады? Бір жауапкершілік берілді ғой балаға. Сабақ. Егер оны қарық қылмаған баланы кейін үлкен жетістікті қайтып көресің, көре алмайсың оны. Дұрыс айтасыз. Мысалы қазір әйел адам қазір балдардың сабағына, өзінің байының әке шешесіне көп қызмет істесе, одан үлкен жұмыс жоқ, оның баламасы жоқ. Егер ол әйел адам жұмысқа шығып, оны басқа біреуге берсең, ода білмеймін, түсінбеймін. Бір сезімдер қайда, мысалы, балаға деген сезім, әке шешеге деген махаббат жойылып кетуі мүмкін деп ойлаймын ше. Ақшаны еркек адам табады ғой. Еркек адам өзінің жұмысын істесе жақсырақ деп айтамын. Бірақ енді ол енді қазіргі заманда басқа шығар, білмеймін, бірақ мен өзім түсінігім сондай. Біз енді көп адам енді қап кеткен деп айтар мүмкін, білмеймін бұл жағын. Жоқ, ол ел жұрт айта береді ғой. Ол енді факт деген нәрсе бар, нәтиже деген нәрсе бар. Сіз енді мынадай балдарыңыз осындай тәрбиелеп жетістікке жетіп жатқаннан кейін, сіздің қайта біз көпшілік адамды үйрену керек деп санаймын. Қалған жұрт енді ол жерде әркім өз пікір өзінде ғой. Енді балдарыңыз тәрбиесін айттыңыз, енді өзіңіз үйде қалай болды тәрбие? Ақсақалды өткенді көрдім. Апамыз да бар ғой, иә? Ақсақал қаншаға келді қазір? Біз әкем 80-де, анам 77-де. Біз енді 10-быз ғой семьяда. 6 ұл, 4 қызбыз. Енді әпшеміз, енді 2 әпшеміз бар, енді ағамыз. Сіз нешісіз сонда? Мен 4-шімін. Менен кейін інілерім бар. Біз 6 ұлымыз, 6-ымыз да бәрі жақсы, аман есен. 10-ымыз да түгеліміз әйтеуір, Аллаға шүкір. Енді бір үйде болғанмен мінез әртүрлі болады деген ғой. Сол себептен де ағамыз енді әкем сияқты болып кеткен. Енді кейінгі інілеріміз енді біз ағамызды әкеміз сияқты көргеннен кейін інілеріміздің бәрі бізді қатты сыйлайды өзімізді. Енді бауырлардың арасында енді өзімізді өте бір жоғарғы деңгейдегі
сыйластық бар деп өзім айта аламын. Өйткені ағайын бауырдың арасында, өйткені әке шешеміз біздің неміз қойып беріп қойған неміз өз дәрежемізді бергенде осылай деп. Мысалы біздерден бәрінің бір жағдайы бар адамдар емес, жағдайы жоқтар да бар, жағдайы бар да бар, ортасы да бар, бәрі бар да. Бір семья болғаннан кейін, әулет болғаннан кейін оның бәрінің жағдайы былай супер деп айта алмайсыз. Бір көмек қылады ол. Енді сол бауырлардың арасында ондайдың да болған жақсы, бір-біріне көмектесу арқылы үнемі арада қарым-қатынас болып тұрады да. Ол да жақсы. Енді ағамыз, әнеміз, әпшеміз, қарындастарымыз, Аллаға шүкір, енді тіл көзден сақтасын. Енді көп жерде көреміз, өзіміздің әулетті көп көре алмаймын өзім, өйткені біз сондай бір қарым-қатынаста өте жақсы адамдармыз. Аға інін сыйлаған біз сондай адамдармыз да. Енді бағанада сол атамыздың бір-екі айтқан әңгімелерін мысал келтіріп қалдыңыз ғой. Енді ақсақалдың атамыздың берген тәрбиесі үлкен болып тұр ғой. Өзі ол кісі қандай қызмет істеді? Апамыз қандай қызмет? Негізі біздің анамыз мүлдем жұмыс істемеген. Енді 10 бала туып, 10 баланы тәрбиелі қылып өсіріп, қазір біздің өзіміздің бәріміздің сабағымыз өте жақсы болған. Мысалы, оның бәрі әкеміздің несі емес, қызмет емес, әкеміз түздегі адам. Осының бәріне осылай дәрежеге жеткізгеніміз анамыздың арқасы. 10 бала туып, соның бәрін тәрбиелі қылып, бәріміз жақсы білімді қылып өсірген. Әкеміз сыртта түздегі адам. Әкеміз бастық болған ауылда. Енді бір ауылдың бастығы болған. Бірақ енді әкеміз, енді көп адамдар айтады, енді ертек сияқты көрінеді. Әкеміз түсте бір кеп бір жарты сағат, бір сағат ұйықтап кететін несі бар. Түсте келеді, тамағы дайын, жарты сағат ұйықтайды. Ол кезде совет үкіметінің кезі ғой. Жарты сағат ұйықтайды, қайтып оятады, қайтып жұмысына кететін тұғын. Тып-тыныш ек қой. Оны анамыз тып-тыныш, әкем келатыр болды, осылай өскенбіз біз ше. Енді жалпы әкемізде характері өте бір салқындау болды деп айтайын десең, қазір көрсек өте жұмсақ. Нені түсініп жатырсыздар осындай? Жұмсақ та. Ол кезде бізге соншалықты бір үлкен бір қатты қорқынышты, мысалы тыныш әкем келатыр дегенге біз қатты қорқып жүрсек, сөйтсек жұмсақ екен. Сөйтсек ол шешеміздің тактикасы ма деп ойлайсың ғой кейде. Әкең келатыр деп өзін сыйлатып ала ма, сондай екен ғой ортада бір. Әкең айтам десе айтпас жалынамыз. Ана бірдеңе етсе ойбай дейміз, не істейін, ана болды айтпасаңыз бәрін істеймін деген әңгіме бар ғой. Ол тактика ма деп ойлап қалдық кейін. Әкемізге көрдік 80-де жуасып қала ма жоқ. Бұрыннан сондай ма білмей қалдық та біз өзіміз, өйткені анамыздың несімен солай өскеннен кейін. Бірақ енді анау қазір енді әкемізде кітап жазады, 4-5 кітап жазған. Өнегелі шаңырақ дегенде бір киноға түскен, біраз киноға түскен әкеміз. Осы жаққа келіп, неде біраз артистермен киноға түсті, молда болып түсті, басқа болып түсті. Енді әкемізге айтамыз, сіз кеште келіп қалдыңыз да, оны ерте келгенде бір Тамириске ма, жоқ неге ма түсіп жүретін, басқа бір мықты киноларға түсетін неңіз барады ғой депті. Кеше бір сөйлесіп отқан кезде барлығымыз 5-ке оқыдық дедіңіз ғой. Бәріңіз 5-ке отличникпен оқыдық дедіңіз. Одан кейін жаңағы анаңыздың сол оқуға өзі тікелей қадағалады дедіңіз ғой, қателеспесем, сол жерін бір айтып жіберсеңіз. Негізі азанда оқитын бар, түсқайта оқитын бар ғой. Азанда оқитындарды түсқайта оқығанға дейін оның сабағын бітіріп қоятын еді. Ал енді түсқайта оқығандарды сағатпенен қабылдайтын еді өздері сабақ. Сонда 10 баланың ас ауқаты бар, әкеміздің жағдайы бар, үйде шешеміз болған, әкеміз, апамыз болған, оның жағдайы бар. Бүкілін үлгеретін еді, бүкілін үлгерген. Қазір ойлаймыз ғой, қазір енді не деген қызмет істегенсіз, 77-тесіз. Қазір ананы ойлап, қалай үлгерген деп біз уақытқа қойып үлгермейміз ғой. Уақытқа қойып үлгермейсің да. Ол кездегі адамдарда бір анау төзімділік мықты болды ма, қазір сондай да. Өйткені бір анау өмірге деген құштарлық мықты ма, шаршамайды ғой. Балдарды аяқтандырайын дей ма, сондай нәрсе көп та. Өйткені қазір өздері жаңа айтып жатырмыз, ең соңғы бір анау көмірге алған ақшасын біз бердік қой. Ол кезде уже совет үкімет тарап, енді уже малдардың таусылып, уже нөлге жақындаған кезі ғой. Хорошо, біз жақсы, біз ілдікті, біз іліп кеттік. Одан кейін мүлдем біз мал сатпады, біз одан кейін біз өзіміз қарап кеттік. Бізде де сондай ғой, сол заман сондай болды ғой, әкеміз сондай. Өмірде кризис деген нәрсе бар ғой.
мен кризис деген нәрсені сол кезде былай ойладым да, өмірде кризис деген нәрсе әкесі қартайып баласы ілмейді ғой, сол екі ортадағы кризиске жететін кризис жоқ па деймін да. Мысалға 30 жаста 40 жаста банкрот болып жатады ғой, ол кезде бәрі денсаулық бар, ол уже ол кризис емес деп ойлаймын, өйткені шамаң бар, қайтып көтеріліп кете аласың ғой. А сен 50-60-ға келіп қалдың, балаң ілмей жатыр да, балаң алып кете алмай жатыр. Сол кездегі кризис үлкен адамды қатты шаршата ма деп ойлаймын ғой. Әрине. Сол кризисмен бірақ кризис бар, сол кездегі кризис деп ойлаймын. Қалған жас кездегі кризистің бәрі ол, өйткені ол жассың, қайтып істеп алуға мүмкіндік бар да. Ал уже қартайдың, сен дүниеңді балдарың игере алмай жатса, ол адам шаршатады. Енді жаңа тәрбие туралы айттыңыз, бала тәрбиесі, отбасындағы тәрбие туралы айттыңыз, әке-шешеңіз қалай тәрбиелеген айттыңыз, оның бәрі өте керемет әңгіме болды. Енді мынау ағайын туыс, өзіңіз сол кісілермен бір қарым-қатынас туралы өзіңіздің түйгендеріңіз, мынау енді достарыңыз бар, жақын енді өзіңіз араласып жүрген. Сол кісілер туралы өзі қалай қарым-қатынас? Бізде негізі класстастарымыз бар, 9 жыл оқыған. Біз айына бір мәрте гәп өткіземіз. Енді отырыс қойды. Одан кейін тағы бір ортамыз бар. Олармен де айына бір гәп отырыс жасаймыз. Одан кейін тағы бір достарымыз бар, 3 айда бір істейміз да. Мысалы класстастармен отырыс ол өте бөлек отырыс. Бірақ енді айына бір 20 мың теңге жинаймыз класстастармен. Ол жерден сол кейбір 20 мың теңгені сәл қиналып табатын класстастарымыз да бар. Ол жақсы, бірақ ең құнды отырыс сол отырыс деп айта аламын. Өткен кішкентайдан бірге өскен, сенде бар ма жоқ па бәрі бір дейді. Сондай нәрсе бар. Класстасың ба, класстасың десеңші ол. Өйткені ол сондай. Ал енді жалпы анау неде біз өзімізде жолдас балдар бар Шымкентте, айына 1 миллион ойнаймыз. Ол ай сайын ойнаймыз, ай сайын ол нәрсе болады. Оларда да жақсы бизнесмендер. Ол кезде уже басқа. Енді 3 ай сайын ойнайтын бір 10 мың доллар отырсыңыз бар. 10 мың доллар ай сайын. Ол жерде жеті бала ойнаймыз енді. 3 квартал ғой, әр 3 ай сайын ойнаймыз, өйткені ол бәрінің басы қосыла бермейді. Сол кезде олар енді мүлдем басқа. Былай салыстыратын болсаң, бір еркін арқа-жарқа отыратын отыз класстас қой. Ешқандай субординация, ештеңе ұстамайсың ол жерде. Ол ештеңе жоқ. Ал анау миллиондықтар сәл жеңілдеп отырады. Анада сәл уже расстояние ұстайсың ғой. Өйткені қате кемшілік әріптен анализ істеп отқан балдар олар. Ол жерде сәл басқаша отырасың, бірақ сәл қысыласың енді. Қанша не дегенмен бәрі енді қарамағанда 150-200 адам, 300 адам бар адамдар ғой. Бірдеңеден сәл қылт ете қалғанын білмей қаласың кейде, олар білдірмейді. Бірақ кейіннен уже байқалады. Ол класстастарға не айтсаң да қылт етпейді. Ренжімейді. Еш сенің бар ма, сенде анау ма, еш қызық емес оларға. Бұрында мынандай кішкентайымыздан өскеннен кейін ол сондай да, класстастар сол. Енді артықшылығы сол, енді жоғарыдағылар енді өкпелемейтін шығар енді. Бизнесмендер ол енді сондай ғой жалпы. Дұрыс қой, енді әр уровеньде өз бизнесте, мысалы көп адамдар айтады, бизнесте ағайындармен істеу дұрыс емес деп ше. Мен айтарым дұрыс деп ше. Егер менің өзімде туған інім істейді осы жерде. Ал енді қабілеті жетсе, істегенге не жетсін, қабілет жетсе. Егер үйретесін, үйренсе, мысалы, енді еркіндік бар, енді өзіміз ғой дейтін нәрсе бар. Енді бізге еркелемегенде кімге еркелейді олар? Басқа жоқ қой вариант. Енді ағасымыз еркелесін болды, не болды? Бірдеңе сұрай ма, бер. Ол не болды? Енді інің ғой, бауырың ғой, енді ол нәрседен де. Ал енді көп адам ара қашсақ та, енді бизнеске бір кері әсер болады дейді, сондай дейді. Енді кері әсер болса да, енді жоқшылықпен істеуі мүмкін, сондай болса да, мен көз жұмам оған, ше. Көп нәрсе көз жұмамыз. Өйткені бауырың қол. Мысалы, егер бір-екі мәрте нағасын өйтсін, бүйтсін, өзі ұялады ғой. Мысалы, ұялып барып кейін қояды ғой нәрсені. Енді ол кім қойғызады, біз қойғызбаса, ол жақтары да бар ғой. Жалпы енді ағайын туыс бізде істеп жатқанда біраз туысқандарымыз бар істеп жатқан. Кейбір інілеріміз келеді, істей алмай кетеді, оған да көмектесе береміз. Не жоқ та. Істеп кеткендер істейді, істемегендер ол басқа жұмысын істеп жатыр өздері. Солай істей береді та. Бірақ негізі анау менде өз бір досым бар. Толқы бауырларын жинағанда бизнесіне. Енді анау қызығасың ғой. Оқытып жатса да оқып жатады, басқаға батады. Енді не болса да өзіңнің бір қаның бар ғой да. Бір анау кеткен ақшаға да, басқаға да өкінбейді. Бөтенге кетпеді ғой дейсіз ғой. Бөтен кеткен кейбіреуді оқытасың, кетіп қалады да,
күйетін сол ғой. Мысалы оқыған ақшаның бір сәл құндылығын балдарға келіп жұмысқа сіңіріп кетсе деп уайымдайсың ғой. Ол нәрседе кейде болмай кеткендер болды, соларға сәл сол нәрсе себепті уже біраз нәрсені адам күмәнданып қалады да басқаларға. Бірақ енді сондай ғой жалпы. Бизнес мәселесінде ағайындар болсын, былай өмірде ағайындар болсын, өте бір өмір қысқа өмір ғой, өтеді де кетеді. Ананы былай сорттап жүрген кезде қартайып қалғанын білмейсің да. Аласың сорттап, ағайын ба, кір болды, кіре берсін. Істемей ма, шыға берсін. Кішігірім нәрсесі бар ма, көтер. Сондай нәрсе деп айтарым мен. Ол басқа. Білім жетпей жатыр ма, оқыт. Енді қазір ішінде бір адам сәл жағдай болып тұр, енді інілердің бәрін бешбармақ жеп отырған сорпа ішкен болмайды ғой нәрседе. Тарту керек те, сәл көтеру керек, көтермей жатыр ма, өзінің уровеньде жүре берсін, бірақ сенен кемшілік болмау керек та. Енді өзің қолдан келген көмегін беру керек, енді ары қарай енді өзінің әрекетіне қарай. Өзінің несі бар ғой, уровені бар ғой, сол жүре береді. Бірақ бізден кемшілік болмай оны қинау қажет емес та. Көпшілігінде сол ғой. Енді мына жерде бір кеше біз енді екеуміз біраз әңгімелестік қой енді. Көптеген нәрселер жазып қойдым да. Мынау енді кемпір шал дейміз ғой, әке шешемізді сол кісілерге біз қарау ғой енді. Сол туралы біраз әңгімелер айттыңыз. Енді өзіңіз қалай атамыз бен апамыз қолыңызда ғой кеше айтқан? Қолда ғой. Өйткені мен анау інімнің қолында болған. Өз туған інімнің қолында болған. 79 жылғы інім бар. Енді ауылда өсті. Келініміз де өте тамаша қарады. Өйткені ол ініміз жер үйде болды. Әке шешемді алу үшін оларды енді өзі інім, келінім бір баласы бар. Қызы тұрмысқа шығып кетті. Оларға 4 комнаталы үй отау групптан алып беріп, әке шешемді өзім қолмаған. Енді қолға алғандағы мақсат не деген сұрақ бар ғой енді. Енді ол енді көп адамға бір азап ауыр болуы мүмкін де ол. Мен қолға алғандағы мақсат мен өзім балдарымды үйлендірейін деп бардым. Келін түсірейін деп бардым. Мен келін түсіп балдарды үйлендіргенде әке шешеге қалай қарау керек екенін өзім көрсеткім келді. Мысалы әке шешеге былай қарайды, әке шешегің осылай болады деп мен өзім іспен көрсеткім керек болды. Сөйтіп алып кеп бүкіл жағдайын істеп, комнатасын бөліп, кітап жазатынға дайындап, телевизорын қойып бәрін істеп, қазір тек қана солардың қызметіндеміз. Балдарым менен көрген нәрсе келіндеріме балдарым айтып жүрді міне. Біз айтудың қажеті жоқ, біз көрсетуіміз керек та. Осының бір дәлелі бар негізі. Біз келін түсірдік қой. Енді ұзап кетпесін, келін түсірдік. Айта беріңіз, уақыт өзіміздікі. Рас қой. Біз келін түсірдік. Егер келін түсіріп, біз егер анамыз болмаса, бізде ол жайында мүлдем білім жоқ та бізде. Мүлде білім жоқ. Келін түсірген кезде анамыз айтты, 2 ай келінге сөйлеу шумайсыңдар деді. Төу. Өйткені біздің келін өзі Астананың келіні. Жолдас балам өзі жақсы. Бұрыннан кішкентайынан бірге өскенбіз, бірге көтерілгенбіз екеуміз. Сәтті де ол бұрыннан таниды. 2 ай үндемейсің деді. 2 ай енді жаңадан келген екен, біраз нәрсені білмейді. Кейде бірдеңе дегің келеді, мамашқа сөз бергенсің, сөйлемейсің ғой. Негізі 2 айда өзің істей берсең, оған айтудың қажеті жоқ екен. Уже біздің стандартқа үйреніп кетеді екен де 2 айдан. Құр сенің айтып жексұрын болғанын қалады екен. Бірақ уже 2 айда сен бетің ашылып қалуы мүмкін. Бірақ 2 айда үндемедің, сен өзің істеп жатсың, ол өзі кейін үйренгесін өзі істеп кете береді екен де, кәдімгі бір айналып. Сен қандайсың, өзі артқы дөңгелексің, алдыңғы дөңгелек қайда артқы. Ал егер біз өзіміздің ақылмен істейтін болғанда, біз ақыл айтайын деп тұрмыз ғой. Ақыл айтайын деп тұрмыз ғой. Сен бүйтпе, сөйтпе. Ол істей берсе, өзі істейді екен де, осы нәрсені біз. Өйткені 6 келін тәрбиелеген ене ғой. Әрқайсысы әртүрлі болып келген. 6 келін тәрбиелеген, жалпы осы нәрселерді біз білмейміз. Қазір кейінгі ұрпақтар, мысалы кейінгі жастардың ажырасуы, басқасы көбеюінің себебі білмеймін, ата-апаның бір тәрбиесі керек па деп ойлаймын өзім. Үлкен кісілер үйде болған керек па деп ойлаймын. Солай деп ойлаймын. Жалпы өзім ойым. Енді әр кезде әртүрлі ғой, өйткені біздің енді одан екінші мәселе бар. Енді келінді өзің көріп алған дұрыс екен. Мысалы жолдас баламыздың қызын алдық қой біз. Өйткені ол бүкіл историясын бәрін білесің ғой. Жолдас баламыз өте бір талантты жігіт өзі. Айтамыз ғой кейде, негізі әкең мықты жігіт қой сенің дейміз да. Өйткені әкесі ел сыйлайды оны, халық сыйлайды. Сөйтіп айтамыз ғой, сөйтсем келінім енді әрине әкесі сондайдың қызы ғой бұл. Енді бұның айтамын да, әкең мықты деп айтамыз ғой.
иә оны қызды енді әкесі мақтап жатса кім Әрине, нағымайды, әрине. әкесін мақтауға тұрарлық кісі. Келініміз де қуанып жүреді, өйткені историясын бәрін білеміз ғой. Сол себепті біріншіден келінді ене емес үлкен апалардың қолында болса жұмсақтықпен тәрбиелейді екен да. Екеуі жақын болса бір әңгіме шығып кетуі мүмкін ғой. Екінші мәселе, таныс адамнан алған ол өте жақсы екен да. Мен өзім ойым сондай болды да. Енді қазір көп адамдар, жастар ақыл айтады ғой. Мен айтар едім, ешқандай ақыл керек емес. Өзің істемеген нәрсені айту мүлдем керек емес деп айтар едім. Сен өзің келін түсірмедің ба, келінді былай тәрбиелеу керек деп айту керек емес. Түсір, сенің айтқаның мүлдем басқа. Өмір мүлдем басқа да. Екеуі екі әлем деп ойлаймын да. Қазір жалпы осылай ғой негізі. Қазір мысалы өзіміздің бір 10 айлық немереміз бар. Ата апасын қасына тастап кетеміз ғой. Ата апасы телефон береді, сонымен ойнайды, жастық береді, жатады, жат десе ұйықтап қалады. 10 айлық баланың ойы сондай да. Ата мен апаны көтер деп айтпайды ғой. Ол ойлап тұр ғой, көтер дегенмен көтере алмайды ол. Өзін әрең көтеріп отырған адам көтер деп қайтып айтады. Оларда сондай сезім бар ғой. Енді біз қазір айтамыз ғой. Қалай ол түсінбейді деп ше, кішкентай бала түсінеді бәрін. Бәрін адам уже сезіп тұр ғой. Оны нәрсені сезбеу мүмкін емес. Көп нәрсені жалқаулықпен алдағысы келеді көп адам. Кішкентай баланың өзі сол нәрселерді сезгеннен кейін үлкен адамдар сезбеу мүмкін емес деп ойлаймын да. Бұнда біздің балдарымызда сондай болған шығар, бірақ біз оны балалықпен өтіп кеттік қой, бізде зу өтіп. Ал қазір сондай да негізі өмірді көрген адамдардан үйренген жақсы, ұзақ. Мысалы историясы дұрыс болу керек та, мысалы. Көп балалы, келіндер, тәрбиелі, соған қарау керек та. Ал енді ертең Құда қаласа мына тағы да 2 ұл 3 қыз бар. Келінді күйеу баланы қалай өзі таңдайсыз ба, енді не істейсіз енді, осы жерде бір қызық болып тұр енді. Негізі анау жалпы айтады ғой әкеміз. Балаң болса қыз іздеу оңай екен дейді да. Қыз болса енді барған сайын ыңғайсыздау екен дейді. Сол жағы бар дейді. Енді бәрінде енді жолдас балдар бар, басқа бар, анау көп адамдан әңгіме бар ғой. Кейде өзімізде балдарды баламызға жақсы семьяның қыздарын көрсетіп жатамыз ғой. Енді айтам балам, анау жолдас балам бір көрді, өзіңе уже сигнал береді ғой. Болмаса резко айта сал деймін да. Біраз жүріп барып айтқан, ол болмайды деймін да. Сөйтіп айтам оны, болмай қалса өзің ауырып қала дегенсің. Анау жолдас балаң айтамай қала дегенсің да. Лучше қыз атқазғысы саған жақсырақ болады екен да. Сондай нәрсе көп болды да негізі. Негізі жалпы анау қыз алған кезде, негізі қызды берген кезде де әке-шешесіне қарау керек. Ол үйлендірген кезде де әке-шешесіне қарау керек. Мүлдем әке-шешесіне қарау керек. Көбіне шешесіне қарау керек па деп ойлаймын. Шешесін көріп қызын ал деген ғой. Шешесіне қарау керек па деп ойлаймын, көбіне. Тақырып кәсіп туралы болғанмен. Бірақ енді кәсіп деген нәрсе ол отбасыға да байланысты нәрсе ғой. Отбасыда өзі береке болмаса, отбасыда жаңа бала шағаң, әке-шешең, оның бәрі ағайын туыспен дұрыс қарым-қатынас болмаса, ол жерде ол кәсіп ешқашан алға баспайды ғой. Енді өзімде кәсіпте жүргеннен кейін ондай оқиғалар, мысалдар өте көп мысал айта аламын да. Енді жайлап мына шетінен енді бір сұрақтар қояйын енді. Жаңа лайфхак дегендей. Мынау енді білімді, кәсіп туралы білімді өзіңіз қайдан алдыңыз? Кітап оқыдыңыз ба, басқа қылдыңыз ба, елден өзіңіз вывод жасадыңыз ба? Соған бір жауап бере кетсеңіз. Негізі бірінші кәсіп істеген кезде өзінде бір жақсылап бір еңбек ету керек та. Бірінші еңбек ету керек та. Мысалы қазіргі уақытта көп балдар бар, білімі бар, оқымаған емес, оқыған. Мен өзім танитын балдар бар. Енді ол енді бір 70-80 мың доллары бар. Бәрін сол оқумен тауысыған, сөйтті келетті біреудің қолында бір айлыққа жұмыс істейтін балдар бар. Ондай балдар көп ондайлар. Онда сен мысалы енді оқыма емес, оқыған жақсы, бірақ оқыда іске асырылған ол жақсы да. Үнемі оқи берген нәрсе білмеймін. Мысалы бір бизнесті, мысалы менің өзімнің бизнесімде енді бір енді оқымағам десем, бір енді көп адам күлуі мүмкін, бірақ енді керек нәрсені бәрін істегем, сөйтсек ол кайдзен істелген, керек нәрсені істелген, сөйтсек ол системада бар нәрсе екен да. Біз бәрін істеп жатқан, егер кәсіпті уайымдап істеген адам болса, уже ол кәдімгі кайдзенде болады, системада болады, өзі сондай болады екен да. Егер ол
өз шынайы ойланып істесе сондай болады деп ойлаймын. Өйткені жалпы анау мысалы мен көп адамдарға айтсам, енді көп адамдарды оқимын деп сол оқу құртып алды да біріншіден. Өйткені ол өзі мысалы өзіне керек нәрсені өзі біледі, бірақ ол оқытқан адамның тірлігін істеймін деп көп адам артық кетіп қалып жатыр. Оның методикасы бұған тура келмеуі мүмкін. Тура келмейді. Мысалы қазір анау мысалы адамдар барып мен сені байытам деу уже дұрыс емес нәрсе да. Егер байлық болса не қылады, біреуді байтып өзі байи бермей ма? Егер мысалы байытам деу ол оның кәсібі да. Мен сені байытам, сен маған ақша бер деу, ол бизнес қой. Оның бизнес болғаннан кейін ол нәрсе ол оның бизнесі, бірақ байытсын, оны дамытсын, бірақ оның бизнесін құлдыратып жібермесе сол жақсырақ қой. Бірақ біз өзіміз қазір мен өзім лишний өзім қазір неде оқуға бір уақыт болмаған, бірақ советниктерім болды да. Бірақ бір алған совет мысалы бір кофейняда отырып ішкен біраз сұрақтарымды қоям, соның алған өзіме пайдамды іске асырамын деуге бір 6 ай уақытым кетіп қалады. Уже соның өзін іске асырамай үлгере алмаймын да. Тоқтамай оқитындар оны қайтып іске асырады екен, оны жинай бергенде не істейді екен деген нәрсе бар ғой. Сондай нәрселерге түсінбеймін де онша. Ал енді сізде жаңағы бір саланы, бір нені істі бастайтын кезде жаңағы советник деп атсыз. Сол саланы білетін адамдармен ақылдасасыз ғой, сол ғой енді, иә? Иә, мамандар ғой негізі. Бірақ ол мамандарды таңдаған кезде ол бизнес істеген, ол бизнестен көтерілген, нөлден бастап көтерілген, ол мысалы онсыз өзі жүріп жатыр. Мысалы уже жүйеге қойылған адамдардан ғана сұрау керек та. Бизнес жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, кәдімгі ақыл айтып жүргендер ол ақшаға сатылған дүние. Дұрыс айтасыз. Ол оның бизнесі та. Мысалы енді одан сұрамай емес, керек нәрселерді ақшаға қондырамыз бізде бәрін. Ақшаға қондырамыз, бірақ бір саланы ғана айтып кетсе жақсырақ та. Мысалы біреуі анау битрикс қояды, оны қойсын, болды да. Мен бәрін білем деу, сен бүйтесің, сен үйтесің деу нәрсе, мысалы ақыл айта беру дұрыс емес та негізі көп адамға. Мысалы ол кейбір адам оны істеуге шамасы жетпейді, ақша жетпейді. Мен бұрында айтқам дейді да саған. Әрине қазір енді шамаң келгенге істеп жатсың оны. Ол кезде қанша айтса да сен істемейсің, өйткені шамаң жоқ, сен өз-өзіңді білесің ғой. Кейін істеп жатасың, сен бұрында айтқан едім, ақыры істедің бе дейді. Иә, өйткені шамам енді келді. Миымыз енді осыған жетті. Көп нәрсені істегің бар, бірақ команда дайын емес те оған. Уақыт келген жоқ, иә? Уақыт келеді, мысалы жайлап оған бару үшін ступенькамен баруың керек та. Мынау істелсе ғана оны істей аласың. Ол нәрсе, мысалы алдын ала 10 жыл бұрын айтып қойған адамның айтқанын істеу, ол сен дайын емессің ғой, қадалып қаласың, ол мүмкін емес қой, ондай мүмкіндік сенде жоқ қой. Ондай команда сенде жоқ қой. Жалпы осылай нәрселер көп айтылады адамдарда. Мынандай сөз бар екен, мен кеше мына әрекетке берекет деген кітабымда жазған. Уақытынан бұрын қабылданған дұрыс шешімнің өзі қателік дейді да. Иә. Өте тура, сіздің айтқан сөзіңізге тура келеді екен.